Сәлем бәріңізге. Бұл Гризанта каналы. Айша таңғы 5-ші автобуспен жұмысқа барады. Аяғының кроссовкасының табаны тесілген, ішіне картон салған. Анасының дәрісіне ақша жоқ. Інісі мектепте аштықтан жылмайды. Бір күні тротуарды сыпырып жүрген Айшаның сыпырғышы арыққа тығылып тұрған бір нәрсеге тиді. Қымбат тері әмиян. Ішінде бірнеше 100.000 теңге, алтын карталар, жеке куәлік. Оның қолы дірілдеді. Анасының дәрісі, інісінің аяқ киімі, жылы күрте, бәрі сатып алуға жететін ақша оның қолында. Ешкім көрмей тұр. Аяғына дейін оқыңыз. Кейде адалдық бір сәтте бүкіл өмірді өзгертеді. Кедей қыз бизнесменнің әмиянын қайтарды. Ол ризашылық ретінде мейрамханаға шақырды. Ол кірген кезде бәрі таңданыстан үнсіз қалды. Таңғы 5-ші автобустың гуілі миымды дірілдетіп оятты. Керезенің сыртында Алматының сұрғылт таңы араңдап келеді. Әлі көзлеспейтін, әлі жұлдыздар жымыңдайтын, бірақ ауада шаң мен күйе араласқан ауыр иіс. Әжем айтатын, тау етегіндегі саф ауа дегенді мен ешқашан сезген емеспін. Себебі біз тұратын жер қаланың ең шетіндегі ұмыт қалған шағын аудан. Мұнда асфальттың өзі көктемде балшыққа, жазда шаңға айналады. Менің атым Айша, 21 жастамын, бірақ қолымның терісі 40-тағы әйелдікіндей кедір бұдыр. Бүгінде сол бір қарға аузындағы күндердің бірі. Анам түнімен жөтелді. Оның демікпесі күз бен көктем айларында асқынып кетеді. Қабырға ар жағынан ыңырсыған дауыс естілген сайын жүрегім бір түйіліп қояды. Дәрі-дәрмек деген атымен жоқ. Дәрханаға барсаң, осы сироптың бағасы 10.000 теңгеден басталады дейді. Жоқ. Біздің үйде 10.000 теңге деген бір апталық тамақтың ақшасы. Інім Ержан әлі ұйықтап жатыр. Ол небәрі 9 жаста, бірақ аштықтың не екенін менен артық біледі. Кейде кешкі асқа жетпей қалған күндері ол маған түскі ас кезінде мектептегі асханада қатты тамақтандым деп өтірік айтады. Көздері шарасынан шығып, іші бос шұрқырап тұрса да, мені ренжіткісі келмейді. Пәк жүрегі сондай. Төсегімнен тұрдым. Еден суық. Күздің қара суығы қазірдің өзінде білініп тұр. Аяғымның ұшымен басып, ас үй деп аталатын бұрышқа бардым. Шәугімді қойдым. Шәй біздің жалғыз салтанатымыз. Күніне 5-6 рет ыстық шәй ішсең, аштықты алдаттырады. Қанттың орнына кәмпитті қосамыз, тәтті болсын деп. Сөреде жарты батон нан жатыр. Бір атта бұрынғы. Қатқан. Оны шайға малып жесек, бүгінгі таңертеңгі асымыз сол болмақ. Менің қолымда дұрыс жұмыс та, диплом да жоқ. Мектеп бітірген соң бірден еңбекке араластым. Әуелі базарда жүк тасыдым. Одан кейін байлардың үйін жинадым. Ал қазір күндік табыспен көше сыпырып, кейде кафелердің ауласындағы ыдыстарды жуамын. Мен үлкен қаланың көзге көрінбейтін адамымын. Аяғымдағы кроссовканың табаны тесілген, бірақ оны жамауға да ақша жоқ. Ішіне картон салып аламын, су өтпесін деп. Қалаға шықтым. Аялдама лық толы. Әркім өз әлеміне асығып барады. Маған ешкім қарамайды. Бұл да жақсы ғой. Қараса үстіндегі жыртық күртена мен солғын орамалды көріп менсінбей қарайды. Тек бала-шағалар менімен көзімен ойнайды. Олар білмейді әлі өмірдің ащысын. Бүгін жұмысым Абай даңғылының бойындағы бір шағын дүкеннің алдын сыпыру. Иесі Рахат апай. Алла берекесін берсін. Кейде тамақта береді. Айшажан, мына самсалар кешеден қалды. Алып кет балаларға дейді. Қанша ұят болса да үнсіз аламын. Тәкаппарлық дегенді аштық 1-2 күнде-ақ жояды екен. Аш адам момын болады. Момын адам көп нәрсеге көнеді. Бірақ мен момын болсам да ұры емеспін. Әжем баяғыда адалдық, кедейдің жалғыз байлығы дейтін. Сол сөз жадымда мықтап қалыпты. Дүкеннің алдындағы тротуарды сыпырып жүргенімде күн әбден көтерілді. Шаң аспанға бұрқырап ұшты. Көліктердің гудогы, аялдамадағы адамдардың шуылы құлақта тұншықтырады. Мен ырғақпен сыпырғышты сермет тұрдым. Жұмыстың ауыры маған таңсық емес. Тек қолым талғанда аспанға қарап. Осының бәрі бекер емес шығар деп ойлаймын. Бір кезде сыпырғыштың ұшы тротуардың жиегіндегі арықшаға тығылып қалған бір затты түртіп өтті. Әуелгі ойым бөтелке шығар дедім. Үлкен қалада адамдар көп нәрсені лақтырып кетеді. Еңкейдім. Көзіме бірден қадалғаны қою қоңыр түсті. Жарық шағылысқан сәнді тері. Ол лас судың ішінде жатқанымен сәні кетпеген, тіпті жаңбырдың астында қалғандай дымқыл татқанымен былғарысы жылтырап, иісі асыл дүкеннің ауасын еске салды. Жүрегім дүрс ете қалды. Мен бір сәтке төңірегіме жалтақтадым. Адамдар өтіп жатыр.
ешкім маған назар аудармады. Осындай сәтте адам өзін қылмыскердей сезінеді екен. Бірақ ұрлап алған жоқпын, тауып алып тұрмын. Қолыма алдым. Әмиян әжептәуір салмақты. Қолғапсыз ұстаған саусақтарыма терінің жұмсақтығы бірден сезілді. Ол нағыз қымбат бұлғар еді. Тігісі түзу, ішкі жағы жібекпен астарланған. Ілгегі металдан жасалған, үстінде бейтаныс логотип бедерленген. Қалтанды да білем, Әмиянның өзін де білем. Бұл менің бір жылғы табысынан да қымбатты не. Демім ішіме түсіп, қолым дірілдеп, сыдырмасын аштым. Іші ақшаға лық толы. Бір бума 5.000 теңгеліктер, бір бума 10.000 теңгеліктер. Көз алдым бұлдырап кетті. Осыншама ақшаны мен ешқашан бір жерде көрген емеспін. Санаудың өзі бекер. Бұл жерде кемінде бірнеше 100.000 теңге бар еді. Ақшаның астында бірнеше несие карталар жатыр. Ем үстіңгісі қара түсті, алтын әріптермен безендірілген карточка. Мұндай карталар тек олигархтарда болады деп естігенмін. Одан әрі жеке куәлік. Қолыма алдым. Онда шығыс келбетті, кең иықты, өткір көзді ер адамның суреті. Аты жөні Руслан Асқарұлы. Жеке куәліктегі мекенжайы қаланың ең қымбат ауданындағы зәулім үйлердің бірін көрсетіп тұр. Туған жылына қарасам, ол кісі қазір шамасы 45-терде. Бет әлпеті сенімді, көз қарасы тесіп бара жатқандай. Бизнесмен. Мен бұл Әмиянды жоғалтқан адамның жан дүниесін сол сәтте сезіндім. Менде жоқ тыныштық, менде жоқ күш-қуат одан білініп тұрғандай еді. Тротуардың шетіне отыра кеттім. Аяғым әл кетті. Қолымда бір отбасылық бақытсыздықты сейілтетін ақша тұрды. Анама дәрі алуға болады. Жөтелін тоқтататын, түн ұйқысын тыныш ететін аппарат сатып алуға болады. Ержанға жаңа аяқ киім әперер едім. Бала мектепке бара жатқанда аяғымды көрсеткім келмейді деп ұялады. Кроссовкасының табаны менікіндей тесілмесе де тозығы жеткен. Және суық күзге арналған жылы күрте алар едім. Осы ойлардың бәрі мидағы допша бір-біріне соғылып дүрсілдетті. Тіпті бір сәтке көз алдыма Ержанның былтырғы қыста көгеріп кеткен қолдары келді. Көп қабатты үйдің жертөлесіндегі пәтердің жылуы нашар болатын. Балам тоңған сайын күлімсірейді. Менің тоңбайтын әдетім бар, Айша апа дейтін. Осы бір жылт еткен ойлардан кейін іштегі шайтан оянды. Алдағаш, ешкім көрген жоқ. Бұл сенің еңбегіңнің ақысы емес пе? Өмір саған не берді? Тек қайғы мен аштықты берді. Енді Алланың өзі саған жіберді. Бұл тағдырдың сыйы. Дауыс мидың ішінде шынайы шықты. Менің ернім дірілдеді. Қорқыныш, ұят және қажеттілік үшеуі тамағымда түйіп тұрды. Қолымдағы сыпырғышты бір шетке сүйедім де, Әмиянды екі қолыммен қыстым. Жүрегімнің соғуы соншалық дабылы құлағыма жетті. Менің өмірімде мұндай шешім қабылдайтын сәт болған емес. Бәрі бір мезетте шешілуі керек. Тұрмыс пен ар-ұждан бір-бірін аяусыз соққылап жатты. Мен не істерімді білмей, жылап жіберуге шақ қалдым. Бірақ көз жасымды тыйдым. Көшеде жылау менің әдетім емес. Әлсіздігімді ешкімге көрсетпеймін. Әжемнің тағы бір сөзі есіме түсті. Біреудің уайымынан үйтіккенше өз жыртығынды жама. Бірақ бұл басқа ғой. Бұл біреудің ақшасы ғана емес, біреудің уақыты, жан тыныштығы, жеке өмірі. Мына жеке куәлік болмаса, ол адам банкке кіре алмайды, келісімге отыра алмайды, ұшаққа билет ала алмайды. Оның әлемі тоқтап қалады. Ал менің әлемім болса, тоқтап тұрған жоқ па? Біздің өміріміз тоқтап қалған жоқ па? Әйтсе де менің жүрегім бір нәрсені қатты ұқты. Бұл ақша менікі емес. Мен жоқшылықтың азабын көрдім. Аштықтың не екенін білем. Бірақ ұрлықтың дәмін татқан жоқпын. Ол дәм тәтті у. Бір рет жұтсам құтқармайды. Кедейліктен шығамын деп, адамдықтан шығып кетуден қорықтым. Ақырында терең дем алдым. Жел қала шаңын бетіме ұрды. Әмиянды кеудеме басып, орнымнан тұрдым. Рахат апай, мен кешке дейін келе алмаймын деп айқайладым дүкен ішіне. Ол кісі шығып таңдана қарады. Мен жүгіре жөнелдім. Аяғымдағы картон дымқылданып ығық кеткен. Табаным асфальтқа тиіп барады. Бірақ сезбедім. Қолымда Әмиян, көкейімде бір ғана ой, иесін табу. Руслан Асқарұлы деген кім? Оны қалай іздеуге болады? Жеке куәлікте мекен жайы жазылғанымен, ол жерде тұрама кім білсін. Бәлкім бұл кісінің хатшысы бар шығар, кеңсесі бар шығар. Бірақ мен сияқты жыртық киімді қызды күзетшілер ішке кіргізе ме? Жоқ. Алайда мен шешім қабылдап қойғанмын. Жол бойы жүгіріп келе жатып, бір такси тұрағына тоқтадым. Қалтамда бар жоғы 200 теңге шамасында ұсақ ақша бар.
Такси жүргізушісіне жалындым. Аға, мені мына мекенжайға апарыңызшы. Ақшам осы ғана. Егер жетпесе үстіне сағатымды беремін. Білегіндегі сағат арзан Қытай поделкасы, бірақ жүрегім үшін қымбат. Жүргізуші маған бір қарады, үсті басыма көз жүгіртті. Оның жанарынан аяныш пен күмән араласқан сезімді оқыдым. Отыр қарындас, ақшаңды алмаймын, тек қайда барарыңды айт. Көзіме жас келді. Жақсы адамдар әлі бар екен. Осы бір жылы сөз маған қанат бітірді. Мен адалдық жолын таңдағаныма бірінші рет осы жерде шүкір еттім. Көлік қаланың кең даңғылдарымен зуылдап келеді. Мен терезеге қарап отырмын. Әмиян қойнымда жылып тұр, тірі жандайды. Сыртта жылт-жылт еткен витриналар, шыны ғимараттар, қымбат көліктер. Бұл әлем мен үшін бөтен ғаламшар сияқты еді. Бірақ бүгін мен осы ғаламшарға аяқ басып келе жатырмын. Кіргенде тас талқан ете ме, әлде сыпайы түрде шығарып сала ма білмеймін. Бірақ ішімде бір үміт оты лапылдап тұр. Бәлкім осы кісінің жүрегі де менің әжем айтқандай таза шығар. Бәлкім ол ризашылық білдірер. Анамның дәрісі, інімнің тамағы деген ой әлі де жанымды жеп тұр. Такси бір зәулім бизнес орталықтың алдына тоқтады. Жүргізуші маған сәттілік тіледі. Мен көліктен түсе сала, есік алдындағы үлкен, шыныдан көрінген өз бейнеме қарадым. Шашым ипаланған, бетім шаң-шаң, күртенамның бір түймесі үзіліп қалған. Осындай сұрықсыз қыз осы ғимаратқа кірмек. Күзетші дереу тоқтатты. Қайда барасың? Мен дірілдеген дауыспен Руслан Асқарұлын іздейтінімді айттым. Әмиянды көрсеттім. Күзетші маған таңдана қарап, бір қабат жоғарыға телефон соқты. Бірнеше минуттан кейін лифтіден қара костюмді жігіт шықты. Оның жүрісі, көзқарасы бәрі де ресми. Мені алып жүрді. Лифтінің ішінде үнсіз тұрдық. Менің жүрегім дауылпаздай соғылды. Әмиянды қаттырақ қыстым. Лифт ашылғанда мен люкс деңгейдегі кеңсені көрдім. Аяғымның астында жұмсақ кілем, ауада шетелдік парфюмнің хош иісі. Әр қабырғада заманауи өнер туындылары. Мен аяқ киімімді шешуім керек пе деп ойладым. Ұялдым. Мені алып жүрген жігіт үлкен емен есікті ашты да маған кіріңіз дегендей ишара білдірді. Мен табалдырықтан аттадым. Қарсы алдымда үлкен мәрмәр үстел. Ар жағында жеке куәліктегі суреттен әлдеқайда әсерлі, әлдеқайда айбарлы, бірақ сонымен бірге шаршаңқы көзді адам отырды. Руслан Асқарұлы маған қадала қарады. Ол менің үстімдегі жыртық күртенаны, қолымдағы әмиянды, дірілдеген ернімді көрді. Мен демімді ішіме тартып, әмиянды екі қолыммен оған қарай ұсындым. Сіз жоғалтқан сияқтысыз. Ішіндегінің бәрі орнында, дедім дауысым қалтырап. Осы сәтте мен өзімді кедей сезінген жоқпын. Мен өзімді адам сезіндім. Шыны есік ашылған сәтте жүрегім кеудемнен ұшып шыға жаздады. Өзімді үлкен мұхиттың ортасында қалған кішкентай қайықтай сезіндім. Төбеміздегі алып хрусталь люстрадан төгілген жарық сондай өткір, сондай ашық еді. Ол менің күртенандағы әрбір жамауды, етігімнің өкшесіндегі әрбір жарықшақты әшкерелеп тұрғандай көрінді. Іштегі ауа салқын, әрі тері мен қымбат ағаштың иісі араласқан ерекше бір хош иіске толы. Менің өкпеме осы бөтен әлемнің ауасы кіргенде тынысым тарылып, тамағыма бір түйір тас кептелгендей болды. Руслан Асқарұлы маған қарады. Оның көздері мен ойлағаннан да өткір, жүзі әлдеқайда қатал екен. Үстел үстінде қағаздар шашылып жатыр. Монитор экранында түрлі сандар мен графиктер жыпылықтайды. Телефон үздіксіз дірілдеп, бірақ ол үнсіз режимде болғандықтан, ашулы араның ызымындай дыбыс шығарады. Бөлменің бұрышында тұрған үлкен глобус пен кітап сөрелеріндегі алтын әріппен жазылған кітаптар маған мектеп кітапханасын еске салды. Бірақ бұл жердің суық ресмилігі бәрін басып тұр. Менің даусым өзіме бөтен, әлсіз болып шықты. Әмиянды ұсынған қолым дірілдеп тұрды. Бұл кәдімгі теріден жасалған, уақыттың өткенін көрсететін сызықтары бар. Бірақ мықты әмиян. Оның иесінің қолында қаншама келісім шарттарға, қаншама тағдырларға куә болғанын білдіретін ауыр салмағы бар. Мен бұл әмиянды 2 сағат бойы кеудеме қысып, таксидің терезесінен қала шамдарына қарап келе жаттым. Сол 2 сағат ішінде мен өз өмірімді түгелдей қайта қарап шықтым. Анамның төсек тартып жатқан бейнесі, інімнің аш көздері, әжемнің адалдықтан асқан байлық жоқ деген сөздері, бәрі санамда айнала берді. Неге екенін білмеймін, бірақ Руслан Асқарұлы маған бірден сеніп кеткен жоқ. Ол алдымен әмиянға, сосын маған, сосын тағы да әмиянға қарады.
Оның қабағы түйіліп, маңдайында әжіндер пайда болды. Мен оның ойын оқи алдым. Бұл қыз әмиянды тауып алды ма, әлде ұрлап әкелді ме? Ішіндегі ақшаның бәрі орнында ма? Бәлкім бұл бір қулық шығар. Ол менің үстімдегі жыртық киімге, ұйпаланған шашыма, тырнақтарының астындағы кірге қарады. Әріптестері мені алдап кеткен, серіктестері сатып кеткен бұл кабинетте сенімсіздік күнделікті әдетке айналғанын түсіндім. Осы сәтте мен өзімді сот алдында тұрған кінәлідей сезіндім. Ол ақырын ғана орнынан тұрды. Бойы ұзын, иығы кең, костюмі мінсіз. Маған қарай бір қадам жасады. Мен болсам бір қадам шегіндім. Әмиянды қолына алды, ашты. Ішіндегі ақшаларды санамады. Тек жеке куәлігін шығарып, өз суретіне бір сәт тесіле қарады. Сосын күрсінді. Терең, ауыр күрсініс. Бұл шаршаған адамның дауысы еді. Бұл әмиянды. Расымен де өзін тауып алдым ба деді. Ол дауысы салмақты, бірақ әлдебір жұмсақтықтық байқалады. Сөздері баяу, әріптері анық. Иә, қасымдағы аялдамада жерде жатты. Мен тек иесін тапқым келді. Ішінде көп ақша бар екенін көрдім. Бірақ мен тілім күрмеліп, сөздерім бұтырап кетті. Көзіме ыстық жас келіп қалды. Мен ұяттан ба, әлде қорқыныштан ба, әлде осының бәрі ақыры біткеніне шүкіршілік етуден бе айыра алмадым. Мен өз өмірімде ешқашан мұндай үлкен ақша ұстап көрмеппін. Әмиянның ішіндегі ақшаны көргенде, дәлірек айтсам, 5000 теңгеліктерден тұратын қалың буманы көргенде, менің бірінші ойым анам еді. Осы ақшаға ананды жақсы клиникаға апаруға болар еді. Ініме толыққанды тамақ әзірлеуге болар еді. Өзіме жаңа күртені сатып алуға болар еді. Бірақ сол ойдың өзінен ұялып, дереу санамнан қуып жібердім. Әжем әрдайым айтатын, біреудің көз жасымен келген ризық у болады. Біз кедейміз, бірақ ұры емеспіз. Руслан Асқарұлы маған тағы бір рет, бұл жолы ұзағырақ қарады. Оның көзқарасы өзгерді. Алғашқы суық ресмилік жоғалып, орнына бір түрлі жылылық, тіпті таңданыс келді. Ол әмиянды ақырын ғана үстелге қойды да, маған қарай жақындады. Сенің атың кім деп сұрады ол жұмсағынмен. Айша Қайрат қызы, дедім мен басымды көтеріп. Алғаш рет оның көзіне тіке қарадым. Оның қарашығында өз бейнемді көрдім. Кішкентай, әлсіз, бірақ бір түрлі қайсар қыз. Айша деп қайталады ол. Бұл есімді дәмін татып көргендей. Мен Руслан Асқарұлы. Білемін, менің кім екенімді білесің. Айша, мен саған алғыс айтқым келеді. Сен білмейсің, бірақ бұл әмиянда ақшадан да маңызды нәрселер бар еді. Флеш-картада бір үлкен жобаның құжаттары. Олар құпия ақпарат. Егер бұл бәсекелестердің қолына түссе, менің бизнесіме үлкен нұқсан келуі мүмкін еді. Мен не дерімді білмей үнсіз тұрдым. Мен флеш-карталар мен құпия құжаттар туралы ештеңе білмеймін. Мен тек ақшаны және жеке куәлікті көрдім. Бірақ оның сөздері маған бір түрлі жеңілдік әкелді. Мен тек ақшаны ғана емес, одан да маңызды бір нәрсені сақтап қалғанымды түсіндім. Руслан Асқарұлы кенет күлімсіреді. Бұл күлімсіреу оның қатал жүзін толығымен өзгертіп жіберді. Ол қазір маған бұрынғыдан әлдеқайда жас, әлдеқайда қарапайым болып көрінді. Ол айналып, үстелінің тартпасынан бірдеңені алып, маған қарай ұсынды. Бұл ақша. Бір қалың бума 5000 теңгеліктер. Көз мөлшерімен алғанда кемінде 200 000 теңге. Мұныңды ал. Бұл саған ризашылығым. Сен лайықсың. Мен басымды шайқадым, қатты шайқадым. Көзіме тағы да жас келіп, бұл жолы бетінен домалап ақты. Жоқ, мен бұл үшін ақша алмаймын. Мен ақша үшін әкелген жоқпын. Мен жай ғана дұрыс нәрсені істегім келді. Сіздің ақшаңыз керек, әрине, бірақ бұлай емес. Менің сөздерім шынайы, жүректен шыққан сөздер еді. Мен ақшаны қатты қалаймын, бірақ бұлай емес. Мен күнделікті базарда сәбіз сатып, бір келіден 20 теңге табу үшін адамдарға жалынып тұрған жоқпын. Менің еңбегімнің ақысы теріммен, денсаулығыммен өтеледі, бірақ бұл адал еңбек. Ал мына әмиянды қайтару, бұл адами парызым, еңбек емес. Руслан Асқарұлы қолындағы ақшаны ыңғайсыздана үстелге қойды. Ол маған таңдана, тіпті сүйсіне қарады. Ақшаны кешір Айша. Мен саған тиісіп кеттім-ау деймін. Олай ойламаған едім. Сен өте ерекше жансың.
Қазіргі заманда мұндай адалдықты көру мүмкін емес деп ойлайтынмын. Ол терезеге қарай бұрылып бірнеше секунд үнсіз тұрды. Терезеден қаланың кешкі шамдары жарқырап, көліктердің ағыны тоқтаусыз қозғалып жатты. Мен болсам әлі де сол орнымда, едендегі жұмсақ кілемге тапжылмай қарап тұрдым. Тек сәлден кейін барып, ол маған қайта бұрылды. Айша, менің ұсынысымнан бас тартпа. Ақша емес. Мен саған ризашылығымды басқаша білдіргім келеді. Сені бүгін кешкі асқа шақырғым келеді. Менің құрметті қонағым бол. Бұл тек тамақ ішу. Қарапайым ғана кешкі ас. Жүрегім дүрс ете қалды. Мейрамхана? Мен? Осы жыртық күртенам мен. Мен ешқашан мейрамханаға барған емеспін. Біздің үйдегі мейрамхана ас үйдегі ескі үстел. Менің кешкі асым кешегі сорпаның қалдығы. Ал мына кісі мені қаладағы ең беделді, ең қымбат, ең сәнді Алтын Арман мейрамханасына шақырттыр. Бұл жерді мен тек теледидардан ғана көргенмін. Ол жаққа министрлер мен шетелдік елшілер барады деп еститінмін. Жоқ, мен бара алмаймын. Менің киімім, мен сыя алмаймын дедім, дірілдеген дауыспен. Менің бетім қызарып кетті. Ұялғанымнан жерге кіріп кетуге дайын едім. Қолдарым бейсаналы түрде күртенамның үзілген түймесін жасыруға тырысты. Руслан Асқарлы жымиды, бірақ бұл жымию сыпайы, тіпті мейірім деді. Айша, киім ол өте маңызды нәрсе емес. Маңыздысы адамның ішкі жан дүниесі, ал сенің жан дүниең, сенің адалдығың, ол кез келген қымбат көйлектен де құндырақ. Мен сені кешкі асқа шақыру арқылы өзімнің сыйластығымды білдіргім келеді. Бұл ақшадан да қымбат сый. Өтінемін, бас тартпа. Оның сөздері сондай салмақты, сондай шынайы естілді. Мен ішімнен әлі де қарсылық көрсетіп тұрдым. Бұл дұрыс емес. Ол бай, мен кедей. Біз бірге тамақтана алмаймыз. Адамдар не дейді? Официанттар қалай қарайды? Бірақ ол кенет бір қадам жасап, маған жақындады да, сыпайы түрде, бірақ өте табанды үнмен бұлай деді. Мен сізді өтінемін, Айша. Бұл мен үшін маңызды. Егер сіз келіспесеңіз, мен өзімді өте ыңғайсыз сезінемін. Өзімнің ризашылығымды білдіре алмағаныма қатты қиналамын. Сіз менің көңілімді қалдырғыңыз келе ме? Бұл ойын емес. Бұл шынайы өтініш еді. Мен оның көздеріне қарадым. Өткір, айбарлы, бірақ сонымен бірге шаршаған көздерде бір түрлі жалыныш бар сияқты көрінді. Бәлкім бұл кісі күнделікті арам ойлы адамдармен, өтірікшілермен, сатқындармен істес болғандықтан, менің қарапайым адалдығым оған бір түрлі үміт сыйлаған шығар. Бәлкім ол да мен сияқты осы сәтте шынайы адамгершілікті аңсап тұрған шығар. Мен ақырын ғана, ернім дірілдеп тұрса да, жарайды дедім. Бұл сөз аузымнан шыққанда өзім де таңдандым. Мен не істеп жатқанымды толық түсінген жоқпын. Бірақ жүрегімнің түбінде бір жылы сезім пайда болды. Бәлкім бұл менің өмірімдегі бірден-бір ерекше кеш шығар. Бәлкім тағдыр маған бір рет болса да сұлулықты, жылылықты, сыйластықты сезінуге мүмкіндік беріп тұрған шығар. Руслан Асқарұлының жүзі жадырап кетті. Ол бірден жанданып, телефон тұтқасын көтеріп, кеңсесіне біреуді шақырды. Әлгі мені алып келген қара костюмді жігіт кіріп келді. Ол Досжан деген көмекшісі екен. Руслан оған Алтын Арман мейрамханасынан ең жақсы орынға, дәлірек айтсақ, қаланың ең шетіндегі ашық террасадан, алтын шамдардан төгілген жарықтан, қала толығымен алақандағыдай көрінетін орынға тапсырыс беруді бұйырды. 1 сағаттан соң, сағат 7-те болады. Айша, мекен жайында айт, Досжан сені алып кетеді. Уайымдама, ол сені есік алдынан күтіп алып, үйіңе дейін шығарып салады, деді ол маған қарап. Оның даусында бір түрлі әкелік қамқорлық сезілді. Мен бұл қамқорлықты сезініп, тамағыма тағы бір түйір тас кептелді. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес, бергісіз бір ыстық сезімнен. Досжанға мекен жайымды айттым. Шеткері ықшам аудан. Ескі 5 қабатты үйлердің бірі. Подъезд есігіндегі шам әлде қашан сынып қалған. Ол менің мекен жайымды жазып алып, бетінде ешқандай сезім белгісінсіз шығып кетті. Мен болсам, енді қайтуым керек екенін түсіндім. Такси қаражатым жоқ. Қалтамда бар жоғы 100 теңге. Рұқсат болса мен қайтайын, дедім сәл шегініп. Әрине, 1 сағаттан соң Досжан сені күтеді. Айша, рахмет саған. Шынымен үлкен рахмет, деді Руслан Асқарлы дауысы жылымып. Мен бұрылып есікке қарай жүрдім. Аяғым жұмсақ кілемге батып, тырп ете алмай жүргендеймін. Басым айналып, ішім бір түрлі құрғыр сезімге толы.
Мен бір жағынан қорқып келе жатсам, бір жағынан ертегінің ішіне кіріп бара жатқандаймын. Есіктен шығар сәтте Руслан Асқарлы тағы бір рет дауыстады. Айша, мен тоқтап бұрылдым. Киімің үшін уайымдама, өзіңді сол күйіңмен алып барады. Бұл менің өтінішім, ешқандай өзгеріс қажет емес. Мен басымды изедім де, есікті ақырын жауып дәлізге шықтым. Лифтіге қарай келе жатып, аяғым дірілдеп тұрды. Мен енді 1 сағаттан кейін Алтын Арман мейрамханасында боламын. Мен Айша Қайратқызы, базарда сәбіз сатушы, Шеткері аудандағы ескі үйдің тұрғыны. Жыртық күртенасы бар қыз, осындай жерге барамын. Бұл не, марапат па, әлде жаңа бір сынақ па? Көшеге шыққан кезде ауа жұтынып, басымды жинауға тырыстым. Қаланың шуылы, көліктердің гүрілі, аялдамадағы адамдардың әңгімесі, бәрі маған бір бөтен дыбыс сияқты естілді. Мен қазір ғана бір үлкен шешім қабылдадым, бірақ соңы не боларын білмеймін. Жүрегім дүрсілдеп, аяқ қолым дірілдеп, басымда мың сан ой бытырап жүр. Үйге қалай жеткенімді де байқамай қалдым. Автобусқа мінгенім есімде, кондукторға жалғыз 100 теңгемді беріп, билет алғаным есімде. Керезеге басымды сүйеп, қаланың сұрғылт көріністеріне қарап отырдым. Көз алдында Руслан Асқарұлының жүзі, оның керең де өткір көздері тұрды. Бұл менің өтінішім. Ешқандай өзгеріс қажет емес деген сөзі құлағымда жаңғырықты. Қандай өзгеріс? Менің өзгеретін несі бар? Мен базардағы сәбіз сатушы Айшамын. Қолында жыртық күрте, аяғында ескі етік. Менің өмірімде ешқашан мейрамхана деген болған жоқ. Мейрамхана дегенді тек теледидардан көретінмін. Ол жерде адамдар әдемі киініп, сыпайы сөйлесіп, жылтыраған ыдыстардан тамақ жейді. Ал менің қолымнан келетін жалғыз нәрсе базардағы үстелдің басында тұрып, сәбіз, сәбіз, арзан сәбіз деп айғайлау. Автобустан түскен кезде аяғым ауырлап, жерге жабысып қалғандай болды. Біздің ықшам ауданның көрінісі көңілімді одан сайын түсірді. Ескі 5 қабатты үйлер, сынған орындықтар, аулада шашылып жатқан қоқыс, подъезд есігіндегі майысқан домофон. Күн батып бара жатты, аспан сұрғылт тартып, ауа салқындай түсті. Мен подъезд есігін аштым да ішке кірдім. Дәлізде күйген майдым, ылғалдың жәнене темекінің иісі араласып, танауым ауырды. Лифт әлде қашан істемейді, сондықтан баспалдақпен 4-ші қабатқа көтерілдім. Әр қадам сайын жүрегім ауырлап, кеудеме сыймай бара жатты. Пәтер есігін аштым, сайын іші қараңғы, салқын. Анам жұмыста. Ол кешкі 8-ге дейін балабақшада тәрбиеші болып істейді. Мен ас үйге кіріп, шәйнекті қойдым. Қолым дірілдеп, шын аяқты әрең ұстадым. Шәй қайнап жатқанда, мен бөлмеме барып, ескі шкафтың есігін аштым. Ішіндегі киімдерге қарадым. Бәрі де ескірген, тозығы жеткен, түсі өнген. 2-3 көйлек, бір жұп джинсы, бірнеше футболка, және сол бір жыртық күрте. Мейрамханаға баратын киім жоқ, тіпті жоқтым қасы. Шкафтың есігін жауып, төсегіме отырдым. Қолымды бетіме апарып, керең күрсіндім. Көзімнен жас шықпады, бірақ ішімде бір түйін пайда болды. Қатты, ауыр, тынысымды тарылтатын түйін. Мен неге келістім? Неге жарайды дедім? Менің орным ол жерде емес. Менің орным базар, ескі пәтер, қарапайым өмір. Мен ол мейрамханаға барсам, адамдар маған күлетін шығар. Мені кемсітетін шығар. Мен өзімді одан сайын төмен сезінетін шығармын. Осылай отырып, уақыттың қалай өткенін байқамадым. Шәйнек ысқырып, мені ойдан оятты. Ас үйге барып шәйді құйдым, бірақ ішкім келмеді. Қолымдағы шынаяқ суып кетті. Мен босам терезе алдында тұрып көшеге қарадым. Аулада балалар ойнап жүр. Біреу кір жайып жатыр. Біреу ескі Жигулиін жөндеп жатыр. Қарапайым өмір, қарапайым адамдар. Мен де солардың бірімін. Бірақ неге бүгін тағдыр мені сол қарапайым өмірден жұлып алып, белгісіз бір әлемге лақтырғысы келеді? Кенет есік қағылды. Мен сел кетіп, шынаяқты үстелге қойдым. Есікке қарай жүрдім. Көзге түсетін тесіктен қарасам, көрші Торғын апай тұр. Ол біздің подъездегі ең үлкен кісі. Жасы 70-тен асқан, бірақ әлі тың, ширақ. Бұрын тігінші болып істеген, қазір зейнеткерлікте. Бірақ кейде көршілерге киім тігіп, аздап ақша табады. Мен есікті аштым. Айшажан, айналайын, үйдесің бе? Деді ол жылы дауыспен. Оның қолында бір бума мата бар еді. Иә, Торғын апай, кіріңіз дедім. Мен есікті кеңірек ашып. Ол ішке кіріп, дәлізде тұрып маған мұқият қарады. Сенің жүзің біртүрлі қызым, бір нәрсе болды ма? Мен басымды шайқадым, бірақ көзім жасқа толып кетті.
Торғын апай мұны байқап мені құшақтап алды. Оның жұмсақ әрі жылы қолдары маған бір тыныштық сыйлады. Біз ас үйге өтіп, үстел басына отырдық. Мен оған бәрін айтып бердім. Әмиянды қалай тапқанымды, Руслан Асқарұлының кім екенін, оның мені мейрамханаға шақырғанын, және менің қазіргі үрейімді. Торғын апай үнсіз тыңдады. Сосын ақырын ғана күлді. Айшажан, бұл тағдырдың саған берген сыйы. Сен одан қорықпауың керек, қабылдауың керек. Сенің адалдығың, сенің таза жүрегің бүгін саған жол ашты. Мен мұны сезіп тұрмын. Бірақ апай, менің киімім жоқ. Мен ол жерге немен барамын? Мына жыртық күртемен бе? Дедім мен дауысым дірілдеп. Торғын апай орнынан тұрды да қолымнан ұстады. Жүр қызым, мен саған бір нәрсе көрсетемін. Біз оның пәтеріне кірдік. Торғын апайдың үйі әрқашан таза, жинақы және бір түрлі ерекше иісі бар. Кептірілген шөптердің, ескі маталардың және жұпар сабынның иісі. Ол мені өзінің бөлмесіне алып барды да үлкен ағаш сандықты ашты. Сандықтың ішінен бір көйлек шығарды. Ұзын, асыл жібектен тігілген, түсі көктемгі аспандай көгілдір. Жеңі ұзын, етегі кең, кеудесінде ұсақ меруерт тастармен кестеленген өрнектер бар. Көйлектің жібегі сондай жұмсақ, сондай нәзік еді. Қолыма ұстаған кезде су сияқты ағып тұрғандай болды. Мынау не деп сыбырладым мен таңданыстан. Бұл сенің әжеңнің көйлегі, Айшажан, деді Торғын апай, дауысы жұмсарып. Марқұм Айсұлу менің ең жақын құрбым еді. Бұл көйлекті ол өзі тіккен, өз қолымен, 25 жасында, тұрмысқа шығар алдында. Бірақ тағдыр оған бұл көйлекті киюге көп мүмкіндік бермеді. Ол маған бір күні, Торғын, бұл көйлекті сақта. Бір күні бұл біздің әулеттің бір қызына бақыт әкеледі деген еді. Мен оны 40 жыл бойы сақтадым. Енді міне уақыты келді. Мен көйлекке қарап тұрып, тамағыма тас кептелгендей болды. Әжем, менің әжем Айсұлу. Ол мен 5 жасында қайтыс болды. Бірақ оның жылы құшағы, жұмсақ дауысы, әңгіме айтқанда көзінің жылт-жылт еткені әлі есімде. Анам әжемнің суреттерін көрсеткенде, мен оның сұлулығына таңданатынмын. Енді міне, оның қолынан шыққан көйлек менің алдында тұр. Торғын апай, мен бұны кие алмаймын. Бұл тым қымбат, тым асыл, дедім мен, дауысым қалтырап. Киесің қызым, бұл сенің әжеңнің аманаты. Ол саған сыйлап кеткен бақыттың бір бөлігі. Ал енді уақыт аз. Жүр, мен саған көмектесемін, деді ол. Торғын апай мені өз бөлмесіндегі үлкен айнаның алдына тұрғызды. Мен ескі күртемді, жыртық джинсімді шешіп, әжемнің көйлегін кидім. Жібек мата денеме жұмсақ тиіп, салқын әрі жеңіл сезілді. Көйлек маған дәл шақ екен. Әжем де мен сияқты сымбатты, ұзын бойлы болған шығар. Торғын апай көйлектің артындағы түймелерін салып, жеңін түзеді, етегін жайды. Сосын мені отырғызып, шашымды тарқатты. Менің шашым ұзын, қою, бірақ ылғи түйіп жүретінмін, күтімі де жоқ. Торғын апай тарақпен ақырын тарап, бірнеше бұрымға дөлді. Оның саусақтары сондай етті, сондай жылы еді. Ол менің шашымды өріп, басыма көйлектің түсіне сай келетін көгілдір жібек таспа байлады. Сосын сөмкесінен кішкене кобдиша шығарып, бетіме аздап ұнтақ жақты, ерніме жылтыр бальзам сүртті. Көзімді жым, қызым, деді ол. Мен көзімді жымдым. Оның саусақтары менің қабағыма, бетіме, иегіме тиіп, бір түрлі тыныштық сыйлады. Мен өзімді кішкентай қыз сияқты сезіндім. Әжемнің алдында отырғандай, оның ертегілерін тыңдағандай. Енді аш, деді Торғын апай сыбырлап. Мен көзімді аштым, айнаға қарадым. Және өзімді танымадым. Айнада тұрған қыз мен емес сияқты. Ол әдемі, сымбатты, көздері үлкен әрі жарқыраған, беті нәзік, шашы әсем өрілген. Көйлегі асыл жібектен тігілген бір бейне. Мен қолымды көтеріп, бетіме тигіздім. Айнадағы қыз да қолын көтерді. Бұл мен бе? Шынымен мен бе? Міне, Айшажан, сенің шынайы келбетің осы. Сен әрқашан әдемі болдым. Бірақ күнделікті тұрмыс, ауыр жұмыс, жоқшылық сенің сол сұлулығыңды шаң басқан еді. Бүгін сол шаң сүртілді, деді Торғын апай. Дауысында мақтаныш пен жылылық бар. Мен үнсіз қалдым. Көзімнен жас парлап ағып кетті. Бірақ бұл мұңның жасы емес. Бұл бір түрлі жеңілдіктің, босаңсудың және белгісіз бір үміттің жасы. Мен өзімді бұрын соңды мұндай сезінбеген едім. Мен өзімді әдемі сезіндім. Мен өзімді
лайықты сезіндім. Торғын апай, мен не істерімді білмеймін. Мен қорқып тұрмын. Бірақ сонымен бірге бір түрлі үміт те бар, дедім мен сыбырлап. Қорқпа қызым, қорқыныш ол тек біздің ойымызда, ал тағдыр ол біздің жүрегімізде. Сенің жүрегің таза, сенің ниетің адал. Бүгін кешке сен өз өміріңнің жаңа бетін ашасың. Мен мұны білемін, сеземін. Әжеңнің рухы сенімен бірге, ол сені қолдайды, деді ол, менің иығымнан құшақтап. Осы кезде терезеден көшеге қарасам, подъезд алдында қара түсті үлкен көлік тоқтады. Жүрегім дүрс ете қалды. Досжан келді. Уақыт жетті. Мен терең күрсіндім. Қолымды кеудеме апарып, жүрегімнің соғысын тыңдадым. Ол қатты соқтырды. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес, толқудан, күтуден, белгісіз болашақтың алдындағы дірілден. Мен бұл кештің менің өмірімді өзгертетінін сездім, бірақ қалай өзгертетінін, қай бағытқа бұратынын білмедім. Үрей мен үміт екеуі бірдей кеудемде арпалысып жатты. Торғын апай маған көне бірақ таза айнаны ұстатты. Мынаны ал қызым, бұл әжеңнің айнасы. Ол әрқашан айна, ол шындықты көрсетеді, бірақ сен өз шындығыңды өзім жасайсың дейтін. Бүгін өз шындығыңды жаса, өз тағдырыңды жас. Мен айнаны алып сөмкеме салдым. Сосын Торғын апайды құшақтадым. Оның жұқа денесі, жылы қолдары, жұпар иісі маған бір сәтке балалық шағымды еске түсірді. Рахмет апай, мен сізге бәрін айтып келемін, уәде беремін. Бар қызым, бақытты бол, әжең сенімен бірге, деді ол көзіне жас алып. Мен пәтерден шығып баспалдақпен төмен түстім. Әр қадам сайын жүрегім тынышталып, орнына бір батылдық келіп жатты. Мен енді бұрынғы Айша емеспін. Мен әжесінің аманатын арқалаған, оның рухын сезінген, өз тағдырын өзгертуге бел буған қызбын. Подъезд есігін аштым. Сыртта салқын жел бетіме ұрды. Қара көліктің жанында Досжан тұрды. Ол мені көргенде басын изеп, артқы есікті ашты. Мен көлікке қарай жүрдім. Аяғымдағы ескі етік асфальтқа тиіп, дыбыс шығарды. Бірақ бұл дыбыс енді маған ұят емес. Керісінше, менің өткенімнің бір бөлігі, менің шынайы тарихымның куәсі сияқты сезілді. Көлікке отырдым. Іші жылы, жұмсақ, тері иісі шығып тұр. Досжан үнсіз рульге отырып, көлікті жүргізді. Мен терезеге қарадым. Қаланың шамдары жанып, кешкі аспан қызғылт күлгін түске боялды. Біз Шеткері ауданнан шығып, үлкен көшелерге, биік ғимараттарға, жарқыраған дүкендерге қарай бет алдық. Менің өмірімде бұрын соңды көрмеген қала, әдемі, бай, жылтыраған қала көз алдында ашылды. Мен қолымды сөмкеме салып, әжемнің айнасын ұстадым. Оның суық беті маған бір тыныштық сыйлады. Мен бүгін өз тағдырымды өзгертемін. Бүгін мен Айша Қайратқызы, өз өмірімнің иесі боламын. Үрей әлде бар, бірақ үміт одан да күшті. Алда не күтіп тұрғанын білмеймін, бірақ бір нәрсені анық білемін. Бұл кеш менің өмірімдегі ең маңызды кеш болады. Көлік үлкен ғимараттың алдына келіп тоқтағанда, жүрегім тағы бір дүрсілдеп қоя берді. Терезеден сыртқа қарасам, биік есіктің алдында алтын әріптермен жазылған «Алтын адам» деген жазу жарқырап тұр. Бұл қаладағы ең қымбат, ең сәнді мейрамханалардың бірі. Мен бұл жер туралы тек интернеттегі суреттерден ғана көргенмін. Ешқашан ішіне кіремін деп ойламағанмын. Досжан көліктің есігін ашты. Оның жүзі салқын, бірақ көзінде бір жұмбақтық бардай сезілді. «Руслан мырза, сізді іште күтіп отыр, Айша ханым», деді ол сыпайы үнмен. Мен терең күрсініп көліктен түстім. Ескі етігімнің табаны жылтыраған мәрмәр тасқа тигенде, өзімді бір түрлі оғаш сезіндім. Бұл жердің әрбір тасы, әрбір шамы, әрбір ауасы байлық пен сән салтанаттан тыныстап тұрғандай. Мейрамхананың алдында тұрған ұзын бойлы, қара киімді күзетші маған басын изеп, ауыр есікті ашты. Сол сәтте іштен жылы ауа мен бір түрлі жұпар иіс бетіме ұрды. Гүлдердім, қымбат парфюмнің, тазалықтың иісі. Мен табалдырықтан аттап ішке кірдім. Аяғым еденге тиген сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Мейрамхана іші жарқыраған шамдармен, хрусталь люстралармен, ақ дастархан жайылған үстелдермен безендірілген. Сыңғырлаған әуен, тірі оркестрдің ойнаған жеңіл күйі ауада тербеліп тұр. Адамдардың сыпайы әңгімесі, күміс аспаптардың табақтарға тиген дыбысы, сылдыра бағып жатқан шағын субұрғақтың суылы, бәрі бір сәтте үнсіздікке ұласты. Барлық көз маған қадалды. Мен тоқтап қалдым. Өзімді аң аулаған жануардай сезіндім. Кенеттен жарыққа шығып қалған.
қайда тығыларын білмейтін. Залдағы адамдар маған қарап, сөздерін үзіп, қасықтарын табақтарына қойды. Олардың көздерінде таңданыс, бір түрлі қызығушылық, тіпті менсінбеушілік те бардай. Мен айналама көз жүгірттім. Әр үстел басында отырған адамдардың киімдері, әшекейлері, шаш үлгілері бәрі сән салтанаттан хабар беріп тұр. Әйелдердің мойнында асыл тастар, қолдарында қымбат сағаттар, иықтарында фирмалық сөмкелер. Ерлердің костюмдері мінсіз, туфлилері айнадай жылтырайды. Ал мен болсам, қарапайым көйлек, Торғын апайдың ескі, бірақ таза тігілген көйлегі. Ол маған сәл кеңдеу болды, бірақ белімді буып, әдемілеп кигізген. Оның үстінде қарапайым күртеше, аяғында ескі етік. Шашымды жинап, өзімше сәндеп қойғанмын. Бірақ бұл жердің әйелдерінің күрделі шаш үлгілерімен, кәсіби макияждармен салыстырғанда, мен тым қарапайым едім, тым басқа едім. Бірақ бір түрлі нәрсе болды. Мен олардың көздеріне қарап тұрып, өзімде бір тыныштық таптым. Мен бұл адамдардан ұялмадым. Менің көйлегім қарапайым болса да, таза еді. Менің етігім ескі болса да, оны өз қолыммен жуып, жөндеп қойғанмын. Менің әшекейім жоқ болса да, жанарымда бір жарық бар еді. Әжемнің рухынан қалған, Торғын апайдың сенімімен жағылған жарық. Мен иығымды тіктеп, терең күрсіндім. Сөмкемдегі әжемнің айнасы қолыма жылу бергендей болды. Мен бұл жерге келдім, өйткені мені шақырды. Мен бұл жерде тұрмын, өйткені мен өз тағдырымның бетін ашып жатырмын. Мен бұл адамдардан кем емеспін, бәлкім олардан да артықпын, өйткені менің өмірім шынайы, менің күресім адал, менің жүрегім таза. Залдың ішіндегі сыбырласқан дауыстар естіле бастады. Бұл кім? Қайдан келген? Неге мұндай киінген деген сөздер сыбырлап айтылды. Кейбір әйелдер бір-біріне қарап, еріндерін жыбырлатты. Бір жігіт күлімсіреп, телефонын алып маған қарай бұрды. Мен оған назар аудармадым. Дәл сол кезде залдың төрінен бір адам орнынан тұрды. Руслан. Ол ақ жейде, қара костюм киген, шашы артқа тартылған, бойы ұзын, иығы кең адам. Оның жүзінде сабырлы күлімсіреу бар. Көздері маған тіке қарап тұр. Ол мені көргенде бір сәтке тоқтап қалды. Менің қарапайым көйлегімді, ескі етігімді, сөмкемді көрді. Бірақ оның көзінде менсінбеушілік емес, керісінше бір түрлі қызығушылық пайда болды. Ол орнынан тұрып маған қарай жүрді. Оның әр қадамы сенімді, салмақты. Залдағы адамдардың барлығы оған қарады, сосын маған қарады. Сыбырласқан дауыстар тоқтады. Оркестрде үнсіз қалды. Тек субырғақтың суылы мен жүректердің соғысы ғана естілетіндей. Руслан маған жақындап келіп тоқтады. Ол менің көзіме тіке қарады. Мен де оның көзіне қарадым. Бірнеше секунд біз үнсіз тұрдық. Оның көзінде бір түрлі таңданыс, тіпті таңырқау бардай сезілді. Мен оның не ойлап тұрғанын білмедім, бірақ бір нәрсе оны таңырқатқаны анық. Айша Қайратқызы, деді ол, қатты дауыспен, бірақ сыпайы үнмен. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Келіңіз, біздің үстелге жүріміз. Ол қолын созды. Мен бір сәтке тайсақтап қалдым. Оның қолы үлкен, мықты, қымбат сағат тағылған қол. Менің қолым кішкентай, жұмыс істегеннен қатайған, тырнақтары қысқа кесілген қол. Мен оған қолымды создым. Ол менің қолымды ақырмыстап, жеңіл иіліп, құрметпен сәлемдесті. Бұл қимылы залдағыларға таңданыс туғызды. Сыбырласқан дауыстар қайта күшейді. Ол қыз кім? Неге Руслан оны өзі қарсы алып жатыр? Мұндай қарапайым киіммен келген адамға неге сонша құрмет? Руслан бұл сыбырларды естімегендей, маған қолын ұсынып, залдың төріне, ең үлкен үстелге қарай жетеледі. Үстел басында бірнеше адам отырған. Олардың киімдері мен әшекейлерінен бай адамдар екені бірден көрініп тұрды. Олардың арасында бір әйел ерекше көзге түсті. 35-тер шамасында, ұзын қара шашты, қызыл ерінді, суық жанарлы. Ол маған қарап езу тартты. Бірақ бұл күлімсіреудің астарында бір түрлі салқындық бардай сезілді. Танысыңыздар, бұл Айша Қайратқызы. Бүгін менің ерекше қонағым, деді Руслан дауысын көтеріп, залдағылардың бәріне естірте. Сосын ол маған қарап күлімсіреді. Айша, мына жерге отырмыз. Сізге арнайы орын дайындадым. Мен ол көрсеткен орынға қарай беттедім. Ол үстелдің төрі. Ең құрметті орын. Үстелде әдемі гүлдер, жылтыраған аспаптар, ақ фарфор табақтар қойылған. Маған орындықты тартып отыруға көмектесті. Мен отырдым. Жүрегім әлі де қатты соғып тұрды.
Бірақ енді қорқыныш емес, бір түрлі толқу, бір түрлі асқақ сезім. Мен көзімді көтеріп залдағы адамдарға қарадым. Олар әлі де маған қарап сыбырласып отырды. Олардың көздерінде сұрақтар, болжамдар, таңданыс. Олар менің кім екенімді, қайдан келгенімді, неге бұл жерге шақырылғанымды түсінбейді. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Олардың таңданысы, олардың сыбырлары мені енді мазаламайды. Өйткені мен бұл жерге әжемнің аманатымен, Торғын апайдың дұғасымен, өз жүрегімнің батылдығымен келдім. Менің көйлегім қарапайым болса да, ол таза. Менің етігім ескі болса да, ол шынайы. Менің сөмкемде әжемнің айнасы бар. Ол маған кім екенімді ұмыттырмайды. Мен Айша Қайрат қызы. Мен өз өмірімнің иесі. Ал бұл кеш менің өз тағдырымды өзгертетін кеш. Руслан менің қасыма отырып қолын көтерді. Даяшы бірден келіп иілді. Бізге арнайы мәзір әкел, деді Руслан. Сосын маған бұрылып, жылы күлімсіреді. Айша, бүгін менің қонағымсыз. Не қаласаңыз, соны тапсырыс бере аласыз. Бұл менің сізге алғысымның кішкентай бір бөлігі ғана. Мен үнсіз басымды изедім. Бірақ ішімде бір ой мазалады. Бұл алғыс не үшін? Мен оның әмиянын қайтардым, оған көмектестім. Бұл шынымен де үлкен нәрсе ме? Әлде мұның астарында басқа бір сыр бар ма? Залдағы елдің суық жанары, Досжанның жұмбақ сөздері, Русланның тым сыпайы мәнері, бәрі маған бір түрлі көрінді. Бірақ мен бұл ойларды әзірге ысырып қойдым. Қазір осы сәтті сезіну, осы кештің бір бөлігі болу керек. Оркестр қайта ойнай бастады. Адамдар бірте-бірте өз әңгімелеріне қайта оралды. Бірақ мен олардың көз қиықтарын әлі де сезіп отырдым. Менің қарапайым көйлегім, менің ескі етігім, менің буылған сөмкем, осының бәрі олардың үшін әлі де таңырқайтын нәрсе еді. Бірақ мен олардың ойына алаңдамадым. Мен терезеден сыртқа қарадым. Қаланың түнгі шамдары жарқырап, алыстағы таулардың сұлбасын әрең көрсетіп тұр. Мен өзімнің ескі ауданымды, тар көшелерімді, Торғын апайдың жылы пәтерін есіме алдым. Мен бұл жерге сол жақтан келдім, бірақ мен енді сол жаққа қайта оралмайтын шығармын. Бәлкім бұл кеш менің өмірімнің екі жағасын қосатын көпір болар. Руслан маған мәзірді ұсынды. Мен оны ашып қарасам, ішіндегі бағалар мені тағы бір шошытты. Бір салат менің бір айлық табысымнан қымбат. Бір шай менің күндік шығынымнан көп. Мен жұтынып мәзірді жаттым. Сіз таңдаңыз, Руслан мырза. Мен бұл жердің тағамдарын білмеймін, дедім, шынымды айтып. Ол күлімсіреп бірнеше тағамға тапсырыс берді. Атаулары ұзақ, дыбыстары жұмсақ, бірақ мағынасы маған бейтаныс сөздер. Даяшы басын изеп кетіп қалды. Руслан маған бұрылып шын ықыласпен қарады. Айша, сіз бүгін маған үлкен сабақ бердіңіз. Сіздің адалдығыңыз, сіздің қарапайымдылығыңыз, мұндай қасиеттер біздің ортада сирек кездеседі. Мен сізге алғысымды білдіргім келеді, және сізді жақынырақ танығым келеді. Сіздің өміріңіз, сіздің армандарыңыз, сіздің тарихыңыз бәрі маған қызық. Мен оның көзіне қарадым. Оның даусында шынайылық бар ма? Әлде бұл тек сөз бе? Мен білмедім, бірақ мен бір нәрсені білдім. Бұл кеш менің өмірімді өзгертеді. Қай бағытта, қалай, оны әлі білмеймін, бірақ мен дайынмын. Мен тыңдауға, көруге, білуге дайынмын. Әжемнің айнасы сөмкемде жатыр. Ол маған кім екенімді ұмыттырмайды, ал менің жүрегім ол маған қайда баруым керектігін көрсетеді. Даяшы әкелген алғашқы тағам жеңіл салат еді. Оның үстіндегі жасыл жапырақтар шық тамшылармен жылтырап, тәрелкенің шетіндегі қызғылт соус өрнек салынған суреттей көрінді. Мен шанышқыны қолыма алып бір сәт кідірдім. Бұл жердегі әрбір қимылдың өз ережесі бар сияқты. Қай шанышқыны бірінші алу керек, қай пышақпен не кесу керек, нанды қалай үзу керек. Менің ескі ауданымда нанды қолмен үзіп, сорпаға салып жейтінбіз. Бұл жерде мұндай қарапайымдылық әбестік саналатынын сездім. Руслан менің толқып тұрғанымды байқап, өзі де шанышқысын алды. Мен де бұл мейрамханаға алғаш келгенде қатты қобалжығанмын, деді ол, ақырын күліп. Әкем мені 20 жасымда іскерлік кешкі асқа келгенде, мен нан тәрілкесін аударып жібергенмін. Сол кездегі ұяттан жерге кіріп кете жаздағаным әлі есімде. Содан бері мен білдім, ешкім кемел тумайды, бәріміз үйренеміз. Осы сөздерден кейін менің иығымнан ауыр жүк түскендей болды. Мен күлімсіреп салатты жеуге кірістім. Дәмі керемет еді. Жасыл алманың қышқылдымығы мен жаңғақтың майлы жұмсақтығы аузымда еріп жатты. Мен мұндай дәмді еш қашан сезбеген едім.
Әжемнің қолынан шыққан қарапайым тағамдар, қуырылған картоп, кеспе көже, бауырсақ, олар басқаша еді. Онарда махаббаттың дәмі бар еді, ал бұл тағамда шеберліктің дәмі бар еді. Екеуі екі түрлі әлем. Айша, сізге бір сұрағым бар, деді Руслан кенет, даусына байыптылық еніп. Сіз әмиянды тапқан кезде ішінде қанша ақша барын білдіңіз бе? Мен басымды шайқадым. Жоқ, білмедім. Мен оны ашқанда жоқпын. Конверттің ішінде ақша бар екенін көрдім, бірақ санамадым. Ол менің ақшам емес қой. Руслан шанышқысын табаққа қойып, маған ұзақ қарады. Оның көзінде бір түрлі нұр бар еді. Таңырқау ма, әлде сүйсіну ме, түсіне алмадым. Сол конверттің ішінде 5 миллион теңге бар еді, деді ол баяу. Мен сізге 1 миллион бердім. Бұл аз ғана бөлігі. Бірақ сіз бесеуінде алып қалалар едіңіз. Ешкім көрмеген, ешкім білмеген. Неге алмадыңыз? Менің жүрегім дүрсілдеп қоя берді. 5 миллион. Менің қолымда 5 миллион тұрды ма? Бұл біздің аудандағы 2 бөлмелі пәтердің жарты құны. Бұл Торғын апайдың 5 жылдық зейнетақысы. Бұл менің 10 жылдық еңбекақым. Мен сол ақшаны ұстаттырдым, бірақ оны өзіндікі деп ойламадым да. Неге? Өйткені, дедім мен ақырын, сөзімді мұқият таңдап. Өйткені біздің үйде бір қағида бар еді. Әжем әрқашан айтатын: адалдық ең қымбат байлық. Оны бір рет жоғалтсаң, қайта таба алмайсың. Мен әжемнің сол сөзін ешқашан ұмытпадым. Ақша келеді, кетеді, ал арыждан ол мәңгілік. Егер мен сол ақшаны алып қалғанда, әжемнің айнасына қарай алмас едім. Өз көзіме тік қарай алмас едім. Залдағы музыка бір сәт баяулап, әлде бір классикалық әуенге ауысты. Менің сөздерім ауада ілініп тұрғандай сезілді. Руслан үнсіз отырды. Оның көзқарасы өзгерді. Енді ол маған қарапайым қонаққа қарағанда емес, тереңірек, мұқиятырақ қарай бастады. Мен оның жанарында бір сұрақты көрдім. Ол мені түсінгісі келеді, бірақ әлі толық түсіне алмай тұр. Сіз қайда оқыдыңыз, Айша? Деп сұрады ол кенет. Мен мектепті 9-шы сыныптан кейін тастадым, дедім мен ашық. Әжем ауырып қалды. Мен жұмысқа тұруға мәжбүр болдым. Дүкенде сатушы болдым. Кейін көшеде гүл саттым. Тазалықшы болдым. Бірақ оқуды ешқашан тастамадым. Қалай? Русланның даусында шынайы қызығушылық бар еді. Кітапханада, дедім мен күлімсіреп. Біздің ауданда ескі бір кітапхана бар. Ол жерде Мария апай жұмыс істейді. 65-тегі кішкентай әйел. Ол маған кілт берген. Түнде жұмыстан кейін мен сол кітапханаға барып отыратынмын. Еденде, шамның жарығында, сөрелердің арасында. Сол жерде мен әленді таныдым. Даяшы келіп келесі тағамда келді. Бұл жолы ыстық сорпа. Оның буы бұрқырап, хош иісі мұрнымды қытықтады. Мен сорпаны ішуге кірістім. Бірақ Руслан тамағына тиісе қоймады. Ол менің әрбір сөзімді ұйып тыңдап отырды. Қандай кітаптар оқыдыңыз? Деп сұрады ол. Алдымен Абайды оқыдым, дедім мен, сорпа қасығын табаққа қойып, деп сұрады. Оның қара сөздерін жаттап алдым. Сосын Мұхтар Әуезовтің Абай жодын 4 томды түгел оқыдым. Одан кейін шәкәрімге ауыстым. Оның 3 анығын оқығанда мен түні бойы ұйықтай алмадым. Адамның жаны туралы, ар-ұят туралы жазғандары мені терең ойға батырды. Сосын әлем әдебиетіне кірістім. Толстой, Достоевский, Гюго. Олардың кейіпкерлері маған туыстай болып кетті. Жан Вальжанның тағдыры, Раскольниковтың ар-ұжданы бәрі менің жүрегімде жаңғырық тапты. Менің даусым бірте-бірте нығая берді. Өзімді ұмытып, сүйікті тақырыбым туралы айтқанда, ішімдегі қорқыныш та, қымсыну да жоғалып кетті. Мен енді өзімді осы сәнді залда, қымбат көйлекті адамдардың арасында отырған кедей қыз ретінде сезінбедім. Мен өзімді біліммен, оймен толыққан адам ретінде сезіндім. Сосын тарихқа ауыстым, деп жалғадым мен. Аттила, Шыңғыс хан, Қасым хан, бәрі туралы жазбаларды іздеп таптым. Біздің ұлы бабаларымыздың тарихы мені таңғалдырды. Олар осыншама кең даланы қалай биледі? Осыншама халықты қалай біріктірді? Олардың заңдары, жеті жарғы, Қасым ханның қасқа жолы. Бұлар әділеттің нағыз үлгілері емес пе? Сосын философия. Платон, Әл-Фараби, Кант. Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындары туралы трактатын оқығанда, мен өзімнің қандай қоғамда өмір сүргім келетінін түсіндім. Адамдар бір-біріне көмектесетін, білімді бағалайтын, әділеттілікті құрметтейтін қоғам. Руслан шынтағын стілге қойып, иегін алақанына тіреді. Ол мені енді таңырқаумен емес, керең сүйсінумен тыңдап отырды. Оның көзіндегі суық жылтыр жоғалып, орнына жылы,
адами қызығушылық келді. Мен оның ойын оқи алмадым, бірақ бір нәрсені сездім. Бұл әңгіме енді ол үшін жай ғана сыпайы әңгіме емес. Бұл ойын өзгертті. Сіз, деп бастады ол, сосын тоқтап басын шайқады. Сіз керемет адамсыз, Айша. Шынымен керемет. Өз бетіңізбен, ешқандай мұғалімсіз, ешқандай университетсіз, осыншама білім алу, бұл нағыз ерлік. Мен көптеген дипломды адамдарды кездестірдім. Олар сіздің бір бөлігіңіздей де ойлана алмайды. Мен ұялып төмен қарадым. Мақтау мен үшін үйреншікті нәрсе емес. Өмірімнің көп бөлігінде мен басқалардың менсінбеушілігіне, немқұрайлылығына үйренгенмін. Ал енді осы сәнді жерде маған бейтаныс адам мені керемет деп атап отыр. Бұл жүрегімді жылытты, бірақ сонымен бірге бір түрлі үрей тудырды. Мұның бәрі шын ба? Әлде бұл тек бүгінгі кешке арналған сыпайылық па? Руслан мырза, дедім мен, басымды көтеріп оның көзіне тіке қарап. Мен сізге бір сұрақ қоюға рұқсат етіңіз бе? Әрине, деп жауап берді ол, дайындықпен. Неге мені осында шақырдыңыз? Шынымен, себебі тек алғыс қана ма? Әлде басқа бір сыр бар ма? Залдағы әуен бір сәт үзілгендей болды. Руслан маған ұзақ қарады. Оның жүзі өзгерді. Енді ол жай ғана күлімсіреп отырған жоқ. Оның маңдайында терең ойдың сызықтары пайда болды. Ол баяу дем алып, сосын ақырын сөйледі. Сіз дұрыс сұрадыңыз, Айша. Мен сізді тек алғыс үшін шақырған жоқпын, деді ол. Мен сізді сынағым келді. Сіздің әмиянды қайтарғаныңыз маған жай ғана адалдық емес, тереңірек бір нәрсені көрсетті. Бірақ мен сенімді болғым келді. Бұл кездейсоқтық па, әлде шынайы болмысыңыз ба? Бүгін осы кеште мен соған көз жеткіздім. Сіз кездейсоқ емессіз. Сіз тағдырдың маған берген сынағы шығарсыз. Бәлкім мен үшін емес, менің өз-өзімді түсінуім үшін. Мен оның сөздерін тыңдап, жүрегімнің соғуын сездім. Тағдырдың сынағы. Бұл сөздер маған терең әсер етті. Мен де бұл кездесуді жай ғана кездейсоқтық деп ойламаған едім. Әжем әрқашан айтатын: өмірде еш нәрсе кездейсоқ болмайды. Әрбір кездесу, әрбір оқиға Алланың бір жоспары. Мен сенімсіздікпен маған қарап отырған залдағы адамдарға бір қарап шықтым. Олардың көпшілігі өз әңгімелеріне беріліп кеткен, бірақ кейбіреулері әлі де маған жалт-жұлт қарап қояды. Олардың көзінен мен оқыдым. Бұл қыз бұл жерде не істеп жүр? Бірақ енді бұл мазаламады. Менің де бір арманым бар, дедім мен кенет. Өз даусымды өзім естіп таңғалдым. Мен ешқашан бұл туралы ешкімге айтпаған едім. Бірақ бүгін осында сізге айтқым келіп тұр. Руслан алға қарай еңкейіп, назарын маған толық аударды. Оның көзінде шынайы қызығушылық, тіпті бір түрлі үміт оты жанды. Менің арманым кедей балаларға арналған тегін кітапхана ашу, дедім мен. Біздің ауданымызда ескі үйлердің арасында көптеген балалар бар. Олардың ата-аналары жұмыста күні-түні. Кейбіреулері үйде жоқ, кейбіреулері ішімдікпен күреседі. Балалар көшеде өседі. Оларға кітап оқып беретін ешкім жоқ. Оларға әлемді танытатын ешкім жоқ. Мен сол балаларға есік ашқым келеді. Олар келіп, жылы жерде отырып кітап оқитын, сурет салатын, сабақ оқитын орын. Онда Мария апайдай жылы жандар жұмыс істейтін. Балалардың қолынан ұстап, оларға білімнің құдіретін көрсететін. Менің даусым дірілдеп, көзіме жас келді. Мен бұл арманды ішімде қанша жыл сақтадым. Әрбір түн кітапхананың суық еденінде отырып, мен бір күні өз кітапханамды ашатынымды армандайтынмын. Бірақ бұл тек арман ғана болып көрінетін. Менің қолымда қаражат жоқ, білімім жоқ, байланыстарым жоқ. Тек жүрегім мен кітаптарға деген махаббатым бар еді. Руслан үнсіз отырды. Ол сын аяғындағы сусынын алып бір жұтым ішті. Сосын баяу, бірақ салмақпен сөйледі. Сіз білесіз бе, Айша, менің де балалық шағым осындай жағдайда өтті, деді ол кенет. Мен де кедей өстім. Біздің ауданда кітапхана болған жоқ, бірақ менің анам, ол көрші үйдегі кітаптарды жинап, маған оқитын. Сол кітаптар мені өзгертті. Сол кітаптардың арқасында мен бүгін осында отырмын. Мен сізді түсінемін. Сіздің арманыңыз, ол менің де бір кездегі арманым еді, бірақ мен оны ұмытып кетіппін. Бизнестің, ақшаның, мансаптың артынан қуып, ең маңызды нәрсені, өз тамырымды, өз бастауымды ұмытыппын. Ол тоқтап терең күрсінді. Мен оның көзінен бір өкініштің көлеңкесін көрдім. Бұл шынайы сәт еді. Енді мен түсіндім. Бұл кісі де сыртынан қаншама табысты көрінсе де, ішінде бір бос қуыс алып жүр. Оның өмірінде бір мағына жетіспей тұр.
Ал менің өмірімде керісінше мағына бар, бірақ оны жүзеге асыратын мүмкіндік жоқ. Біз екеуміз бір-бірімізге айна сияқты едік. Ол маған қарап өзінің жоғалтқанын көрді. Мен оған қарап өзінің таба алатынды сездім. Менің анам қайтыс болғанда мен 15-те едім, деді Руслан. Ол маған соңғы демінде бір нәрсе айтты. Ұлым, ақша қума, білім қу. Ақша келеді кетеді, ал білім ол мәңгілік. Мен сол сөзді ұмытып кеткен сияқтымын. Ал сіз, Айша, маған осы сөзді еске түсірдіңіз. Осы сәтте менің жүрегімде бір нәрсе өзгерді. Мен бұл кештің басында Русланды алыпсыз, суық, кеш мені сынап отырған адам ретінде көрген едім. Енді мен оның жан дүниесіндегі жараны, ізденісті, сағынышты сездім. Біз екеумізде өмірдің әртүрлі жағалауында жүрсек те, бір-бірімізге терең ұқсас екенбіз. Біздің арамызда көрінбес көпір пайда болды. Ол ақшадан, мансаптан, әлеуметтік статустан биік тұрған көпір еді. Ол адамдық көпір. Жандардың түсіністік көпірі. Мейрамханадағы музыка қайтадан жанды. Бұл жолы қазақтың халық әнінің заманауи өңдеуі еді. Мен оны таныдым. Бұл көзімнің қарасы еді. Әжемнің сүйікті әні. Менің жүрегім жылып, көзімнен тағы бір тамшы жас домалап түсті. Бірақ бұл қайғының жасы емес еді. Бұл жеңілдік, түсіністік, үміттің жасы еді. Руслан қалтасынан ақ орамал алып маған ұсынды. Рахмет, Айша, деді ол жайлап. Сіз бүгін маған әмиянымнан да қымбат нәрсені қайтардыңыз. Сіз маған өзімді қайтардыңыз. Енді мен сізге көмектесейін. Сіздің арманымызды жүзеге асырайық. Бірге. Музыка өзгерген сәтте залдың есігі айқара ашылып, ішке бойшаң, сымбатты, үстіндегі қымбат көйлегі жарқ-жұрқ еткен бір әйел кірді. Оның қасында сондай сәнденген 2-3 қыз бар. Бәрі бірдей күлкіге батып, өздерін бүкіл әлемнің патшайымындай сезініп келе жатты. Ол әйелді бірден таныдым. Теледидардан, журналдардан көрген актриса Дана еді. Өмірде ол экрандағыдан да салқын, өткір көрінді. Оның көздері залды бір шолып өтті де, біз отырған үстелге тоқтады. Дәлірек айтсам, маған тоқтады. Дана жымиып, бірақ сол жымиюдың астында бір жағымсыздық тығылып тұрғандай, үстелімізге қарай беттеді. Оның биік өкшесі еденге ырғақты дыбыс шығарып, маған бір жақындап келе жатқан қауіптің тарсылында естілді. Руслан оны көріп, орнынан ақырын көтерілді. Оның жүзі өзгерді. Мейірімділіктен бір сәт суынып, салмақты киіп киінді. Дана, сен мұнда неғып жүрсің, деп сұрады Руслан. Оның даусында таңданыспен бір жасырын шиеленістің лебі бар еді. Ой, Руслан, жаным, менің келуім саған ұнамады ма, деді Дана жасанды күлкімен. Менің түсірілімім ерте бітті. Достарыммен кешкі ас ішуге келген едік. Ал сен, көріп тұрмын, мұнда қызық уақыт өткізіп жатырсың. Оның көзі маған қадалды. Ол мені бастан аяқ бір шолып өтті. Менің ең жақсы көйлегім болса да, ондаған жыл киілген, түрі өнген, жеңінің тігісі сөгіле бастаған көйлегімді, аяғындағы тақыры тозған туфлиімді, шашымның қарапайым түйдісін көрді. Менің ішім бір сәтке суып кетті. Дананың көзінде менің осы жерде не істеп жүргенімді түсінбей тұрған антаңдық жиіркенішке ұласты. Руслан, жаным, мен сені түсінбеймін, деді ол, дауысын көтере, айналасындағыларға естірте сөйлеп. Ол мұны әдейі істеп тұрғанын сездім. Оның әр сөзі залдағыларға бағытталған оқтай атылды. Сен бизнесменсің, сенің статусың, брендтермен келісім шарттарың, мейрамханаларың бар. Сосын сен мынандай кезбемен бір үстелде отырсың ба? Ол кезбе деген сөзді айрықша баса, маған қарап қойды. Оның даусы ащы, уытты еді. Әлгіндегі музыка тоқтап, менің құлағым шуылдап кеткендей болды. Кек жүрегім ғана емес, бүкіл денем осы бір қорлықтың салмағын сезінді. Мейрамхананың жарығы бір сәтке тым ашық, тым ащы болып көрінді. Басымды көтеріп, айналама көз жүгірттім. Бірнеше адам біздің үстелге маған қарап тұрды. Біреулердің көзінде жанашырлық, біреулерде қарапайым қызығушылық. Енді бірінің жүзінде Дананың сөздеріне қосылатын кекесін ойнады. Менің өмірімде осындай сәттер көп болған. Өмір бойы мені кедей, тұрмысы төмен, ештеңеге қол жеткізе алмайтын деп санады. Бірақ ешкім, ешқашан менің бетіме осылайша айтқан емес. Әсіресе осындай көп адамның, осындай сән салтанаттың ортасында. Қорлықтың ыстық толқыны бетімді шарпыды. Құлағымның ұшына дейін қызардым. Мен ішімнен бір сөз іздедім, бір қорғаныс іздедім. Бірақ тілім байланды. Тек алақанымдағы майлықты мыжып, үнсіз отырдым.
Руслан Данаға бұрылып оның сөзін бөлмек болды. Дана, жетер енді. Бұл кісі менің қонағым және... Бірақ Дана тоқтамады. Ол Русланның сөзін елемей, залға қарап, қолын жайып қойды. Қарандаш адамдар, мұндай мейрамханада кезбелердің орны жоқ емес пе? Мына жерге кіру үшін адамдар апталап брон жасайды, ақша төлейді, статусын дәлелдейді. Ал бұл кім? Қайдан келді? Қайыр тілеп жүрген жоқ па екен? Ол мұның бәрін күліп, әзіл түрінде айтқандай етіп көрсетті. Бірақ әр сөзінің астында улы шындық жатты. Мен Русланның бетіне қарадым. Оның түрі қуқыл тартып, жақ бұлшықеттері ойнап кетті. Ол маған бір қарап, көзінде ыза мен ұяттың қоспасы жарқ етті. Ол мені қорғақсы келді. Оның көмейінде сөз тұрды. Бірақ мен кенеттен бір нәрсені түсіндім. Бұл жерде сөз емес, басқа нәрсе керек. Сөздер бұл кекесінің алдында әлсіз, дәрменсіз еді. Бұл жерде тек әрекет қана бірденені өзгерте алады. Мен ақырын орнымнан тұрдым. Менің тізем дірілдеп, саусақтарымның ұшы суып кеткен еді. Бірақ менің жүрегім бұрын соңды болмаған бір күшпен соқты. Ол мені жетелеп, залдың бұрышына қарай алып барды. Сол жерде ішінара әсемдік үшін қойылғандай, бірақ іс жүзінде ұмыт болған ескі, тозымқы рояль тұрды. Ол алып қара түсті аспап еді. Беті шаң басқан, бірақ әлі де өзінің бұрынғы ұлылығын сақтап тұрғандай көрінді. Менің көзім сол рояльға түскен сәтте уақыт тоқтағандай болды. Әлгі бір ғажайып музыканы, мені жылатқан әуенде есіме түсірдім. Мен рояльға қарай жүрдім. Әр қадамым еденге ауыр тиіп, залдағы сыбыр-күбір бірте-бірте басылды. Дана артыма бір пыш-пыш күлкі тастады, бірақ мен оны естімедім. Мен тек аспапты көрдім. Менің балалық шағымның жалғыз жұбанышы, менің жан сырымды түсінетін жалғыз, жансыз досым осы еді ғой. Кітапхананың ескі, жарықшақ түскен пианиносында мен сағаттап отыратынмын. Мұғалімдер менің музыкалық қабілетімді байқап, тегін үйірмеге қабылдаған кезде мен өмірімнің мәнін тапқандай болдым. Сол суық залда, суық пернелерге саусағымды тигізіп, мен жылу таптым. Мен сол жерде өзімді еркін сезінетінмін. Мен рояльдің алдындағы орындыққа жайғастым. Орындықтың бұлғарысы ескіріп, тозығы жеткен сықырлақ қоя берді. Мен саусағымды пернелерге ақырын тигіздім. Олар салқын, сәл дымқыл тартқан еді, бірақ менің саусақтарым бұл жанасуды ұмытпатты. Олар өздері-ақ таныс қалыпқа келді. Мен көзімді жұмдым, бір терең тыныс алдым. Ауада ескі ағаштың, шаңның және бір кезде құйылған парфюмнің ұмыт болған иісі қалқып жүрді. Сосын мен ойнай бастадым. Шопен, оның ноктюрны. До диез минор. Бұл кешірім мен мұңның әуені емес, бұл өмірдің өзі. Алғашқы ноталар ауаны ақырын тіліп, залдың тыныштығын бұзды. Олар әуелі сынаттай баяу, сосын бірте-бірте күшейе, иірімделе түсті. Менің саусақтарым пернелер үстінде биледі. Олар қателеспеді, дірілдемеді. Мен бұл шығарманы қанша рет ойнадым. Жатақхананың суығында, кітапхананың тыныштығында, аурухананың күту залында, тіпті вокзалдың бұрышында тұрған жалғыз пианинода да. Мен әр нотаны жатқа білдім, бірақ ең бастысы, мен оларды сезіндім. Әр нотада менің бүкіл өмір жолым жатты. Мен көзімді ашпадым. Бірақ көз алдыма суреттер тізбектеле берді. Міне, мен 5 жастамын. Қыстың аязды күнінде анамның қолын қысып ұстап, жылы баспана іздеп келеміз. Анамның қолы мұздай, бірақ ол маған жымиып, бәрі жақсы болады қызым дейді. Бұл баяу, мұңлы аккордтар. Міне, менің алғаш кітапханадан кітап алып, оның парақтарынан шыққан ерекше иісті сезінген сәтім. Бұл үміттім, жаңа бір есіктің ашылғанным әуені. Міне, мен түн ортасында балалар үйінің терезесінен айға қарап, өзіме, сен міндетті түрде бір күні бәрін өзгертесің деп сыбырлап отырмын. Ай сондай суық, бірақ сондай жарық еді. Музыка залды кернеді. Ол енді жай ғана әуен емес еді. Ол дауыл, ол мұхит, ол адам жүрегінің ең терең түкпіріндегі ең нәзік сезімдердің дауысы. Шопеннің күрсіністері менің өз күрсіністеріме айналды. Мен сол әуен арқылы өзімнің барлық азабымды, көзге көрінбес жараларымды, ешкімге айтылмаған армандарымды төктім. Бірақ ол жерде тек қайшайғы ғана емес, зор төзім, қайсарлық, өмірге деген өшпес махаббат та тербелді. Мен шырқау шегіне шығып, ең биік ноталарға соққанда, саусақтарым сенімді, нақты болды. Бұл менің жауабым еді. Осы залға, Данаға, мені ешқашан мойындамай келген өмірдің барлық қорлығына.
Сіздер мені көрмедіңіздер. Сіздер менің көйлегімді, аяқ киімімді, әмияндарыңыздың қалымдығын көрдіңіздер. Ал енді менің жанымды көріңіздер. Бұл жерде, осы ескі рояльдың алдында мен ең бай адаммын. Менің байлығым, менің сезімім, менің талантым, менің ешқашан сынбаған рухым. Залда тыныстарын ұмытқан адамдар отырды. Даяшылар қозғалмай қалды. Шанышқылар мен пышақтар үнсіз қалды. Мен музыканың қалай аққанын, қалай бүкіл кеңістікті толтырып, әр адамның жүрегіне жеткенін теріммен сездім. Бір кезде мені келемеждеген дананың өзі де сілейіп, орнында қатып қалғанын білдім. Ол енді үндемеді. Оның үнсіздігі кез келген сөзден де анық естілді. Бұл толық, жеңілмес жеңілістің үнсіздігі еді. Мен көзімді аштым. Соңғы нота әуеде бір сәт тербеліп, ескі рояльдың ішінде сіңіп жоғалды. Залда бірнеше секунд бойы өлі тыныштық орнады. Сосын дүр еткен ду қол шапалақ. Бүкіл мейрамхана үн қосты. Адамдар орындарынан тік тұрып, қол соғып жатты. Олар маған қараттырды. Бірақ енді олардың көзінде аяушылық та, менсінбеушілік те жоқ еді. Ол жерде таңданыс, табыну, ризашылық тұрды. Мен тербелген саусақтарыма қарадым. Олар менікі ме еді? Әлде Шопеннің рухы қонақтап кеткен бе, білмедім. Алақаным терлеп, жүрегім кеудемнен ұшып шығатындай соқты. Мен бір сәтке дем алуды ұмытыппын. Мен басымды көтеріп Русланға қарадым. Ол орнынан тұрып маған телміріп тұрды. Оның көзінен жас ағып жатыр екен. Ол оны сүртпеді. Ол жай ғана маған қарап, басын шайқап, бір ауыз сөзді сыбырлады. Еріндерінен мен оның «кереметсің» дегенін оқыдым. Мен Русланның көзіне қарап, алғаш рет осы кеште шынайы күлдім. Бұл күлімсіреуде ешқандай өшпенділік, ешқандай реніш жоқ еді. Тек тыныштық, тек жеңілдік сезімі. Мен ештеңе дәлелдемек болған жоқпын. Мен жай ғана өзім болдым. Ал бұл ең мықты дәлел еді. Дананың жүзіне бір қарадым. Ол ақшыл түске еніп, еріндерін тістеп тұрды. Ол енді мені кезбе дей алмады. Ол тіпті маған қарай да алмады. Оның қасындағы қыздар бір-біріне сыбырлап, аң-таң кейіп танытты. Бір сәтте Дана кенет бұрылып, шығар есікке қарай тез-тез басып, залдан шығып кетті. Оның асығыс қадамдары менің жүрегімде бір рахаттым емес, бір түсіністіктің белгісіндей қалды. Әр адам өз шайқасын жүргізеді. Мен өз шайқасымды осылай жеңдім. Қол шапалақ басылмады. Мен ақырын орнынан тұрып, залға басым дейдім. Бұл менің сахна емес еді. Бұл менің өмірімнің сахнасына айналған бір сәт еді. Мен бұл жерге жай ғана бір әмиянды қайтару үшін келгенмін. Ал қайтарып жатқаным өз тағдырым, өз қадірім екенін кім білген? Менің көз алдында болашақтағы балалар кітапханасының суреті тағы да жарқ етті. Енді ол сурет бұрынғыдай алыс емес, қол созым жерде тұрғандай сезілді. Қол шапалақ әлі де басылар емес. Бүкіл зал аяғынан тік тұрып, маған қарап тұрды. Әр шпалақтың дыбысы жүрегіме жетіп, кеудемді дірілдетті. Мен басымды көтеріп, осы адамдардың жүзін көрдім. Олардың арасында маған бұрын күмәнмен қарағандар да, мені келемеждеген Дананың достары да, Русланның әріптестері де бар еді. Бірақ қазір олардың бәрі бір адамдай болып, менің музыкама бас игендей. Бір кезде ду қол шапалақтың ішінде бір қозғалыс байқалды. Мейрамхананың қарсы бұрышында ауыр бархат пердемен көмкерілген шағын бөлмеден бір ақсақал шықты. Ол өте қарт еді. Арқасы сәл бүкірейіп, шашы аппақ қыраудай болып, бетіне терең әжіндер түскен. Бірақ оның көздері сол қарттыққа бағынбаған. Өткір, жасқа толы көздері маған қадалған еді. Қолында қара ағаштан жасалған таяғы бар. Үстінде қарапайым, бірақ өте қымбат матадан тігілген шапан. Ол ақырын, бірақ сенімді қадаммен сахнаға қарай беттеді. Әр қадамы залдағы жұрттың назарын өзіне тартты. Алдымен оны жай ғана бір қария деп ойладым. Бірақ оған қарап тұрған даяшылардың жүзіндегі құрметті, тіпті бір қорқынышты көргенде, мұның жай адам емес екенін түсіндім. Бұл осы мейрамхананың иесі, қаладағы ең бай адамдардың бірі, қатал мінезімен танымал сабыр ақсақал екенін кейін білдім. Ол сахнаға көтерілді. Оның ауыр таяғы ағаш еденге тық-тық етіп тиіп, залдағы әр дыбысты басып тұрды. Қол шапалақ бірте-бірте сейіліп, орнына үлкен үнсіздік келді. Адамдар оның не істейтінін, не айтатынын күтті. Сабыр ақсақал маған бұрылды. Оның жүзі жақыннан тіпті де қарт, тіпті де шаршаңқы көрінді. Бірақ сонымен бірге оның бойында бір терең қайғы, бір жазылмас жара барын сездім. Ол маған бір қадам жақындады.
Мен қозғалмадым. Ол менің көзіме қарады. Сосын дірілдеген, бірақ залдың түпір-түпіріне жеткен дауыспен сөйледі. «Бұл ойын», деді ол, сөзін созып, әр сөздің салмағын сездіріп. «Бұл стиль, бұл ешкімде жоқ, тек бір адамда ғана болған қасиет». Ол кілт үзілді, қолындағы таяғын қаттырақ қысты. Мен оның көзінің ішінде бір терең құз ашылғанын көрдім. Сол құздың түбінде ескі суреттер, ескі естеліктер жатқандай. «Бұл менің қайтыс болған қызым Жазирадан басқа ешкімде болған емес», деді бол. Дауысы құлап бара жатқан тастай үзіліп-үзіліп. Залда өлі тыныштық орнады. Тіпті тыныс алудың өзі тоқтағандай. Көз алдымда Шопеннің ноталары әлі де тербеліп тұрғандай еді. Бірақ олар енді ауада емес, осынау қарияның әрбір сөзінде тербелді. Жазира. Бұл есімді мен ешқашан естімеген едім. Бірақ менің жүрегім, бүкіл жан дүнием бұл есімді біртүрлі танитындай болды. Неге екенін түсінбедім. Тек кеудемнің іші бір жылылыққа толып, сосын сол жылылық бір ауыр сағынышқа айналды. Мен ешқашан анамды көрмеген, білмеген адаммын. Балалар үйіндегі тәрбиешілерден сұрасанда, ешкім нақты жауап бермейтін. Ал бұл есім Жазира ауада ілулі тұрған күй. Сабыр ақсақал маған тағы да бір қадам жақындады. Енді ол менің жүзімде емес, мойнымды көрді. Мойнымда ескі жібек жіпке байланған, әжемнен қалған деп айтып кеткен күміс алқан тұрды. Мен оны ешқашан шешпегенмін. Ол менің жалғыз асыл бұйымым, жалғыз шежірем, жалғыз тарихым еді. Балалар үйінен кетіп бара жатқанда, тәрбиеші апай, бұл сенімен бірге табылған қызым. Сенің туған жұртыңнан бәлкім бір ғана естелік деп тапсырған. Сабыр ақсақалдың көзі сол кішкентай күміс алқаға түсті. Сол сәтте ол тас мүсіндей қатып қалды. Оның жүзінен барлық қан жуылып кеткендей болды. Әжімдері одан сайын тереңдеп, көздері шарасынан шыға жаздады. Ол дірілдеген қолын созып алқаға жақындатты, бірақ тигізбеді, тек ауада қалғи қарап тұрды. «Бұл», деп сыбырлады ол. Енді оның дауысы жылап тұрған баланың үніндей нәзік шықты. «Бұл алқа. Мен мұны қызыма 20 жыл бұрын туған күніне сыйлағанмын. Күмістің сыртына Ж.С. деп ойдырғанмын. Жазира Сабыр қызы. Мен қолымды бейсаналы түрде алқаға апардым. Саусақтарым салқын күміске тиді. Мен бұл әріптерді білмейтінмін, немесе білгім келмейтін. Мен бала күнімде бұл жай ғана ойы деп ойлайтынмын. Бірақ енді үлкен адам болып, сол әріптерге қарасам, ол жерде Ж.С. деген әріптер нәзік қана ойылып жазылған екен. Мен оларды сан рет ұстағанмын, сан рет көргенмін, бірақ назар аудармағанмын. Өйткені балалығымда ол маған жай ғана әдемі ойы болып көрінді. Сабыр ақсақал енді тікелей маған қарады. Оның көзінен жас парлап, әжіндерінің арасымен төмен қарай сырғи бастады. Ол өзін ұстауға тырысты, бірақ бұл мүмкін емес еді. Өйткені бұл жас 20 жыл бойы төгілмей келген, тасқа айналған қайғының жасы еді. «Сол күні», деп бастады ол, дауысы қалтырап, бірақ сөзін тоқтатпауға бел буғандай. «Сол күні біз үйде едік. Мен жұмыстан кешіккенмін. Жазира фортепианода ойнап отырған. Сол кездегі шығарма есінде. Шопеннің дәл осы ноктюрн еді. Мен есікті ашқан кезде музыка үзіліп қалды. Өрт сонда басталды. Кенеттен барлығы отқа оранды. Мен қызымды іздеп бөлмелерді арладым, бірақ өрт бәрін алып кетті. Оны таппадым. Өрт сөндірушілер ешкім қалмады деді, бірақ мен сенбедім». Сабыр ақсақал кілт тоқтады. Ол терең дем алды. Бүкіл зал оның демімен бірге дем алып, оның демімен бірге дем шығарды. Ешкім қозғалмады, ешкім үндемеді. Тек алыс ас үйден ыдыс аяқтың әлсіз сыңғыры естілді. Бірақ ол да бірден басылды. «Мен 20 жыл бойы оны іздедім», деді ақсақал, маған қарап. «Барлық қалаларда, барлық балалар үйлерін, барлық ауруханаларда». Сол түні ол үйден қашып үлгерген бе, әлде біреу оны құтқарып алып кеткен бе, ешкім білмеді. Бірақ мен сенбедім. Мен оның тірі екенін білдім, жүрегім сезді. Ал бүгін ол бір сәт тоқтап дауысын жинақтады. Бүгін мен оның музыкасын естідім. Сол рояльда, дәл солай, сол бір ерекше үзілістермен, сол бір нәзік жанасулармен. Оны тек Жазира ғана солай ойнайтын, тек ол ғана. Сосын ол маған қарады. Енді оның көзіндегі жас емес, бір үміт оты жанған еді. «Сен кімсің?» деді ол, тікелей маған, дауысы зорға шықты.
Сенің анаң кім еді? Бұл алқа саған қайдан келді? Мен үнсіз тұрдым. Менің тілім байланды. Жүрегім кеудеме сыймай дүрсілдеп соқты. Миымда сансыз сұрақ, сансыз сурет айналды. Әжемнен қалған алқа. Бұл менің әжем емес, анамдікі ме еді? Ал мен кімнің немересімін? Кімнің қызымын? Мен бүкіл өмірімді жетім өткізген жоқпын ба? Немесе бүкіл өмірім іздегенім, туған жұртым, мені осы сәтті күтіп отыр ме еді? Мен іздеген деп бастадым, бірақ дауысым дірілдеп, сөздерім ұйқыдағыдай бытырап кетті. Мен ешқашан ата-анамды білмедім. Балалар үйінде өстім. Шымкенттегі 3-ші балалар үйі. Бұл алқа менімен бірге табылған. Басқа ештеңе болған жоқ. Кек осы алқа. Сабыр ақсақал тыңдады. Сосын ол кенет тізесін бүгіп, менің алдыма отыра кетті. Аяғымның астына бас қойды. Бүкіл зал бір кісідей дүр етті. Адамдар орындарынан ұшып тұрды. Мейрамхана иесі, осы қаланың құрметті ақсақалы, қатал мінезді Сабыр менің алдымда тізерлеп жылап отыр еді. Сен, деді ол, басын көтеріп, маған көзінің жасын көрсетіп, сен менің немеремсің, менің жазирамның қызысың. Мен сені 20 жыл іздедім, 20 жыл. Мен бүкіл байлығымды, барлық күшімді соған жұмсадым. Құдай менің дұғамды естіді. Ол сені маған дәл осы жерге, дәл осы музыкамен әкелді. Залда ешкім қозғалмады. Менің көзімнің алды бұлтырап, бүкіл әлем бір сәтке тоқтап қалды. Мен төмен қарадым. Менің аяғымның астында, қымбат паркет еденнің үстінде, шапанның етегін жайып, менің туған атам, менің нағыз, шынайы атам тізерлеп отыр. Оның аппақ шашы, дірілдеген иықтары, менің қолымды ұстаған салқын, әлсіз саусақтары. Мен еңкейіп, оны көтермек болдым. Бірақ ол қозғалмады. Тек менің қолымды бетіне апарып, бетінің терісімен сездірді. Оның көз жасы менің саусақтарымды жуды. Менің кешір, деді ол сыбырлап. Мен сені таба алмадым. Мен сені қорғай алмадым. Сенің балалығың жоқшылықта, жалғыздықта өтті. Ал мен осында, байлығымның ортасында отырдым. Мені кешір, айналайын. Мен сенің атаңмын. Мен оның иығынан ұстап көтере бастадым. Ол ақырын тізесінен тұрды. Енді ол маған тікелей қарады. Оның бойы менен едәуір биік еді, бірақ қарттық пен қайғы оны еңкейтіп тастаған. Әке, деді. Менің артымнан бір дауыс. Руслан еді. Оның дауысы зорға шықты. Сабыр аға, бұл рас па? Рас, Руслан, деді Сабыр ақсақал басын изеп. Мына қыз менің немерем. Жазираның қызы. Мен мұны жүрегіммен білемін. Оның музыкасы, оның саусақтары, мойнындағы алқа. Қателесу мүмкін емес. Сосын ол залға бұрылды. Жұрт әлі де таңданыстан есеңгіреп, не дерін білмей тұрды. Кейбіреулері көзін сүртіп, кейбіреулері бір-біріне қарап бастарын шайқады. Бірнеше әйел дауыстап жылап жіберді. Ер адамдар жөтеліп, ыңғайсыздықтан көздерін жасырды. Бүгін, деді Сабыр ақсақал, дауысын қаттырақ шығарып, залдың әр бұрышына жеткізіп, бүгін менің өмірімдегі ең бақытты күн. Мен немеремді таптым. Менің үйімде, менің мейрамханамда, менің роялымның алдында. Бұл Алланың маған берген ең үлкен сыйы. Сосын ол маған бұрылып, менің екі қолымды өз алақанына алды. Оның қолдары қалтырап тұрды, бірақ ұстауы берік еді. Бір кездегі қатал мінезді қарт, енді әлсіз, бірақ шексіз бақытты бір атаға айналды. Сенің атың кім, айналайын, деп сұрады ол сыбырлап. Айша, дедім мен, зорға дауыс шығарып. Айша, деп қайталады ол, сөздің дәмін татып көргендей. Айша. Әдемі есім. Сен әжеңе ұқсайсың. Құдай сақтасын. Осы сәтте Руслан да бізге жақындап келді. Оның жүзі аппақ, бірақ көздерінде қуаныш пен таңданыстың аралас бір ұшқыны бар еді. Ол маған қарады. Бұл көзқарас осы кештегі ең жылы, ең түсіністікті көзқарас еді. Айша, деді ол ақырын, мен сізді осы мейрамханаға әмиянымды қайтарғаныңыз үшін шақырғанмын. Ал сіз маған одан да үлкенірек бір нәрсені, туған атаңызды қайтардыңыз. Бұл менің өмірімде көрген ең ғажайып сәт. Мен Русланға қарадым. Не дерімді білмедім. Менің басымда сансыз ой, сансыз сезім араласып, бір үлкен толқын болып жатты. Мен әмиянды қайтармақ болып шыққан жолымда өз тағдырымды тауып алдым. Бұл қалай мүмкін? Сабыр ақсақал менің қолымнан жетектеп, залдың ортасына алып шықты. Ол мені жұртқа таныстырмақ болды, бірақ сөздері тамағына тығылып, тек менің қолымды қыса берді.
Оның әр қысқанында мен оның 20 жылдық сағынышын, кінәсін, үмітін сездім. Бұл менің бүкіл өмірімде көрмеген, бірақ бейсаналы түрде үнемі аңсаған бір махаббат еді. Залдағы адамдар енді бізді қоршап алды. Әркім құттықтап, әркім таңданысын жасыра алмай тұрды. Бірақ мен оларды көрмедім. Мен тек атамды көрдім. Оның аппақ шашын, дірілдеген қолдарын, жасқа толы көздерін. Мен өзімнің кім екенімді 25 жылдан кейін алғаш рет білдім. Мен тек Айша ғана емес едім. Мен Жазираның қызы, Сабырдың немересі едім. Менде тамыр, менде тарих, менде әулет бар еді. Мен ешқашан жетім болмаппын. Мені әрдайым іздеп, әрдайым сағынған, әрдайым сүйген адамдар болған екен. Ал мен мұны тек бүгін, осы рояльдым, осы күміс алқаның, осы кештім арқасында біліп тұрмын. Мен тағы да алқама қолымда бардым. Ол енді басқаша сезілді. Ауырлау, қымбатырақ. Ол енді жай ғана ескі күміс емес. Ол менің өткенім мен болашағымның арасындағы алтын көпір еді. Мен оны қысып ұстадым да атама қарадым. Ол болса жылап тұрып күлді. Бұл күлкіде 20 жылдың азабы да, бір сәттік бақыт та бар еді. Мен артыма бұрылып Русланды іздедім. Ол сәл шеткеріректе тұрып бізге қарап тұрды. Ол күлімсіреді. Ол осының бәрін түсінді. Бәлкім, ол менен де бұрын түсінген шығар. Мен оған алғысымды білдіріп, басымды изедім. Ол болса үнсіз ғана қолын жүрегіне апарып, маған тағзым етті. Бұл тағзымда романтикалық бір нәрсе де, терең құрмет те бар еді. Мейрамхананың люстралары біздің үстімізге жұмсақ сары жарығын төкті. Ал мен сол сәтте, бала күнімде түсімде көрген бір суретті есіме алдым. Ол түсте мен бір үлкен үйдің алдында тұрамын. Үйдің іші жылы, түтін жоқ, жалын жоқ. Ал менің қолымнан біреу ұстап тұрады. Сол біреудің жүзі есімде жоқ, бірақ жылуы әлі күнге дейін жадымда. Міне, сол жылу енді менің алақанымда қайтадан оянды. Бұл атамның қолы еді. Мейрамхана ішіндегі әлгі бір сәттік үнсіздік ұзаққа созылмады. Әуелі сыбыр-күбір басталды. Артынша дауыстар қаттырақ шыға бастады. Адамдар бір-біріне қарап, таңданыстарын жасыра алмай тұрды. Телефон камераларының жарқылдары бірінен соң бірі жанып, әлеуметтік желілерге оқиға жайлы жазбалар лезде тарап жатты. Мен болсам, Сабыр атамның дірілдеген алақанын әлі де қысып ұстап тұрдым. Оның әрбір саусағында өмірдің ұзақта қиын жолының ізі бар еді. Айша, деді ол, ақырын ғана, даусы жасқа толы. Енді менімен бірге жүрші, айналайын. Біздің үйге, сенің нағыз үйіңе барып, отбасымыздың тарихын айтып берейін. Мен үнсіз басымды изедім. Жүрегімнің түбінде бір жылылық сезілді. Бұл сонау балалық шағымда түсімде көрген, шынымен-ақ бар ма деп сұрауға батылым жетпеген махаббаттың жылуы еді. Сол кешке өмірімнің бет бұрысы болған жабалықтың ертеңіне бүкіл қала дүрлігіп оянды. Таңертең есіктің қоңырауы шырылдап, менің жалдамалы пәтерімнің ескі есігі тұтқасынан айырылардай болды. Жартылай ұйқылы көзімді уқалап, есікке қарай жөнелдім. Есікті ашсам, сыртта микрофон ұстаған бір топ адам, камералар, телефондар, журналистер. Айша ханым, Сабыр Ахметовтың немересі екеніңіз рас па? Мұраға сіз ие боласыз ба? Қандай сезімдесіз? Анаңыз Жазира туралы айтып бере аласыз ба? Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Анаңыз... Сұрақтар бірінен соң бірі ағылып жатты. Мен абдырап, есікке сүйеніп тұрып қалдым. Менің бет әлпетінен шошығанымды түсінгендей, журналистер камераларын жақындатып, дауыстарын одан әрі күшейте түсті. Кіреберістегі көрші әйелдер де есіктерін ашып, не болып жатқанын бақылаттырды. Олар мені осы уақытқа дейін күнделікті көріп жүрсе де, енді маған мүлдем басқаша, бейтаныс біреуге қарағандай қарайтын еді. Менің көзім қарауытып, тамағыма бір түйін тығылды. Бұл даңғы емес еді, бұл бір түрлі үрей. Менің өмірім бір күннің ішінде төңкеріліп, жеке өмірімнің есіктері лақтырып ашылғандай болды. Мен өзімнің кім екенімді 25 жыл бойы білмей келдім. Ал енді мұны бүкіл ел біліп, менен жауап күтіп тұрды. Бұл оңай емес еді. Сол сәтте көліктің тежегішінің дыбысы естілді. Қара джиптің есігі ашылып, ішінен Руслан шықты. Оның жүзінде алаңдаушылық бар еді. Ол журналистердің арасынан өтіп, маған қарай беттеді. Оның әрбір қадамы нық, тұрпаты сенімді. Ол қолын көтеріп, журналистерге тынышталуын сұрады. Достар, түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын, деді ол, сабырлы, бірақ сенімді үнмен. Айша ханым бүгін түсініктеме бермейді. Жеке өміріне құрметпен қарауларыңызды өтінемін.
Барлық ресми ақпарат уақытылы беріледі. Ол сөйлегенде журналистер бір сәтке тына қалды. Русланның даусында, оның тұрпатында айналасын билейтін бір қасиет бар еді. Ол менің қолымнан ақырын ұстады. Айша, жүріміз, деді бұл, сыбырлап. Бұл жерден кетейік. Мен перзенті боп қалған пәтеріме соңғы рет көз жүгірттім. Бұрышта тұрған ескі аяқ киім, айна алдындағы арзан иіс су, терезе алдындағы өліп бара жатқан гүл. Осының бәрі менің бір бөлшегім еді. Енді бәрінен де бас тартып, белгісіздікке қарай жол жүруім керек пе? Бірақ бұл менің өз еркіммен таңдаған жол емес, тағдырдың маған тартып еткен жолы. Руслан мені көлігіне отырғызып, қала сыртындағы тыныш әрі оңаша жерге алып кетті. Бұл Есіл өзенінің жағасындағы биік төбе, төменде Астана жайылып жатты. Ерте көктемнің салқын желі бетімізді шымшып өтсе де, күн сәулесі жылы еді. Мен көліктен түсіп терең дем алдым. Өкпеме таза, дымқыл ауа толды. Мен де осындайды бастан кешіргенмін, деді Руслан алысқа, көкжиекке қарақтырып. Әкем қайтыс болғанда барлық бизнес, барлық жауапкершілік маған жүктелді. Мен 23-те едім. Әр қадамыңды әркім бақылап, әр шешіміңді әркім талқылайды. Бұл қорқынышты нәрсе. Ол бір сәт үнсіз қалды да маған бұрылды. Оның көздерінде түсіністік пен жанашырлық бар еді. Бұл таныс көзқарас. Мен бұл көзқарасты бұрында көргенмін. Торғын апай маған қиын күндерімде дәл осылай қарайтын. Айша, мен сізге көмектескім келеді, деді ол. Бірақ сіз маған рұқсат беруіңіз керек. Бұл сіздің өміріңіз, сіздің шешіміңіз. Мен тек қасыңызда болып, бағыт көрсете аламын. Мен оған ұзақ қарадым. Руслан Ахметов, бір кездері әмиянын жоғалтып алып, дүрбелеңге түскен бөгде адам. Ал енді ол менің өмірімдегі тірегімнің біріне айналды. Руслан, дедім мен ақырын. Мен бұл жамалықтан қорқып тұрмын. Бір күнде шеткі қалалық кварталдың тұрғынынан бай мұрагерге айналу. Бұл ертегі сияқты. Ертегілерде әрдайым бақытты аяқталады. Бірақ өмір ертегі емес. Мен ақшаны да, мұраны да емес, тек атамды тапқым келді. Ал енді бәрі күрделеніп кетті. Ол менің сөзімді бөлмей, соңына дейін тыңдады. Тек мен сөзімді бітіргенде ғана жылы жымиды. Сіздің адалдығыңыз бен қарапайымдылығыңыз сізді ерекше етеді, Айша. Атам бекер айтпаған. Бір көргеннен ақ сізді тануы. Сіз қорқасыз. Себебі сіз үшін ең маңызды нәрсе ол адамдық қалпыңызды сақтап қалу. Бұл қорқыныштың өзі де сіздің жүрегіңіздің тазалығын көрсетеді. Келіңіз, шатасқан жіптерді біртіндеп тарқатайық, асықпайық. Мен оның әрбір сөзінен жайлылық таптым. Руслан маған шампан мен уәделері сұнған жоқ. Ол маған түсіністік пен шынайылық ұсынды. Бұл мен үшін кез келген мұрадан да қымбат еді. Сол күннен бастап менің өмірім екіге бөлінді. Бір жағымда өткенім, кедейлікте, бірақ еркіндікте өткен күндерім. Екінші жағында болашағым, байлықтың, бірақ сонымен бірге үлкен жауапкершіліктің күндері. Мен енді тек Айша емес едім. Мен енді Ахметовтер әулетінің жалғыз мұрагері, белгілі бір отбасылық бизнестің, қайырымдылық қорларының, жылжымайтын мүліктердің ресми иесі атандым. Бұл сөздердің өзі маған бөгде, алыс, түсініксіз еді. Заңгерлер маған құжаттарды, сенімхаттарды, келісім шарттарды келіп жатты. Әрбір парақтың астына қойылған қолтаңба мені бұрынғы өмірімнен бір жола алыстатып бара жатқандай сезілді. Мен кей түндері ұйықтай алмай, терезе алдында тұрып, алыста жымыңдаған шамдарға қарап, өткен күндерінде еске алатынмын. Бір күні мен Русланға өзінің бұрынғы кварталыма барғым келетінін айттым. Ол таңданып қарады. Не үшін, Айша? Қазір ол жақта сізді жұрттың бәрі күтіп жүрген шығар. Бұл өте ауыр болады. Білемін, дедім мен. Бірақ мен ол жерге баруым керек. Мені өсірген Торғын апайға, көршілерге алғысымды айтуым керек. Оларсыз мен бүгінгі Айша бола алмас едім. Мен өз тамырымды ұмыта алмаймын. Руслан үнсіз басын изеді. Ол мені түсінді, әрдайым түсінетін. Келесі күні біз ескі кварталға бет алдық. Қаланың бұл бөлігіне күз әуелі келетіндей жолдар тақыр. Жол жиегіндегі жапырақтар ерте сарғайған еді. Көлігіміз бұрынғы менің үйім тұрған көшеге бұрылғанда жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Міне, сол ескі арық, міне, жекте қисық өскен терек, міне, балалар доқ қуалайтын тақыр алаң. Бәрі де бұрынғы қалпында. Өзгерген бір ғана нәрсе мен едім. Көлік тоқтағанда көшедегі адамдар бізге қарай бұрылды. Әуелі танымай тұрды, бірақ мен көліктен түскенімде бәрі үнсіз қалды.
Біздің көрші Сәлима апай қолындағы шелегін жерге қойып үнсіз қарап тұрды. Айша, деді ол ақырын. Айша, сен де? Мен, Сәлима апа, мен. Ол маған қарай жүгіріп келіп қатты құшақтады. Қолдары жуан, иісі кір сабын. Бала кезіндегідей. Көзіме жас үйірілді. Естік айналайын, бәрін естік, деді ол жылап тұрып. Құдай саған берген екен, әкеңе тартқансың, әжеңе тартқансың. Біз сенімен мақтанамыз. Басқа көршілер де жинала бастады. Әрқайсысы құттықтап, әрқайсысы бір ауыз жылы сөз айтты. Осы кедей кварталда, осы тар көшелерде үлкен байлық, адам жүректерінің байлығы сақталған еді. Мен олардың әрбіріне басым дейдім, әрбіріне алғыс айттым. Алдымнан Торғын апай шықты. Оның жүрісі баяу, иығы түсіңкі. Ол маған ешқашан ұл баласын аңсаттырғандай алыстан қарайтын. Бірақ бүгін оның көзінде қуанышта, бір түрлі мұңда бар еді. Мен оған қарай жүгіріп барып қолын алдым. Алақаны кедір-бұдыр, талай рет қазан ұстаған, талай рет кір жуған алақан. Айша, құлыным, деді ол даусы дірілдеп. Сен енді үлкен үйлерде тұрасың ғой. Бізді ұмытпай келгенінің өзі бір мейірім. Апа, мен сізді қалай ұмытамын, дедім мен жыламсырап. Сіз маған түн ұйқыңызды бердіңіз, соңғы наныңызды бөлдіңіз. Бұл көйлекте сіздің таңдауыңызбен алынған. Сіз мені адам қылдыңыз. Мен бүгін кім болсам, соның бәрі сіздің арқаңыз. Торғын апайдың көзінен жас сорғалады. Ол маған қарап тұрып, менің бетімді сипады. Қолының табы әлі күнге дейін сол балалық шағындағыдай. Осы бір сәтте мен өзіңнің кім екенімді терең түсіндім. Мен қос өмірдің адамымын. Бір аяғым Ахметовтердің мәрмәр сарайларында, екінші аяғым осы топырақ көшеде, осы қарапайым адамдардың арасында. Байлық ол атақ пен ақша емес. Байлық ол сенің кім екеніңді ұмытпауым, тамырынан ажырамауым. Қайтар жолда көлік ішінде үнсіз келе жаттым. Руслан да үндемеді. Бірақ мен оған риза едім. Ол мені түсінеді. Ол маған жаңа өмірімнің қиындықтарына төтеп беруге жәрдемдесіп, бірақ ешқашан мені өзгертуге тырысқан жоқ. Қолымда Торғын апайдың берген бір байлам бар еді. Құрт пен бауырсақ. Осы бір қарапайым сыйлық маған кез келген алтын бұйымнан қымбат сезілді. Себебі бұл адал еңбектің, шынайы махаббаттың иісі. Өмір енді ғана басталып жатты. Және де ол оңай болмасы анық. Бірақ мен енді кім екенімді, қайдан шыққанымды және қайда бара жатқанымды білдім. Бұл кез келген миллиардтан артық еді. Мен көлік терезесінен қарап келе жатып, сол сәтте өмірімдегі ең маңызды шешімді қабылдадым. Торғын апайдың берген құрты мен бауырсағы салынған байламды қолыма қысып, осы көшелерге, осы адамдарға қарыздар екенімді сезіндім. Бұл қарыз ақшамен өтелмейтін, тек махаббатпен, тек қамқорлықпен өтелетін қарыз еді. Әкеме тартқаным рас болса, ол кісінің адалдығы маған дарыған болса, мен бұл байлықты тек өзім үшін жарата алмайтын едім. Сол сәтте жүрегімде бір жоспар пісіп жетілді. Бұл жоспарды Русланға да айтқан жоқпын. Әуелі өз-өзіме дәлелдеуім керек еді. Үйге қайтқан соң, мен өз бөлмеме кіріп, ноутбукты аштым. Экранда цифрлар, шоттар, активтер тізілген. Әкемнің мұрасы, миллиондаған теңге, жылжымайтын мүлік, кәсіпорын үлестері. Осының бәрі менің атымда. Бірақ мен олардың нақты иесі емес едім. Мен олардың сақтаушысы ғана болдым. Менің міндетім осы байлықты дұрыс арнаға бұру. Есіме бала күнімдегі бір оқиға түсті. Мектепте оқып жүрген кезімде біздің сыныптың балалары кітап таппай қиналатын. Кітапханаға барсаң, ескірген, жыртылған кітаптар ғана. Жаңа кітаптар келсе, оларды бірінші болып бай балалар таласып алатын. Ал менің қолыма түсетіні кейде мұғалімдердің берген ескі журналдары, кейде көршілердің шашасынан шыққан тозығы жеткен кітаптар. Сол кезде мен армандайтынмын. Егер менің ақшам көп болса, мен әрбір кедей балаға бір-бір кітап сыйлар едім. Қазір сол арманды жүзеге асыратын күн туды. Таңертең Русланмен бірге таңғы ас ішіп отырғанда, мен оған жоспарымды айттым. Даусым дірілдеп, бірақ сөздерім анық шықты. Руслан, мен әкемнің мұрасын қорға айналдырғым келеді. Кедей балаларға арналған білім қорына, олардың оқуына, кітаптар алуына, мектептерін жөндеуге жұмсаймын. Сен не дейсің? Руслан қолындағы шынаяқты үстелге ақырым қойды. Оның көздері маған тесіле қарады. Үнсіздік бірнеше секундқа созылды. Сосын ол орнынан тұрды да маған жақындап келді. Қолымды алды. Айша, мен сені жаңа түсіндім, деді.
Ол даусы жылы. Осы уақытқа дейін мен сені адал, қайсар адам деп ойлайтынмын. Бірақ сен одан да биіксің. Сен осы заманда сирек кездесетін жансың. Әрине, мен саған жәрдемдесемін, тек қана серіктес ретінде емес. Менің жүрегім дүрсілдей соқты. Оның не айтқалы тұрғанын сезгендей болдым. Енді мен сенің өмірлік серігің болғым келеді, деді Руслан байсалды дауыспен. Егер сен қарсы болмасаң, мен сені сынақтан өткізгім келген жоқ. Бірақ өмірдің өзі бізді сынады. Сол сынақтан біз бірге өттік. Енді мен сенімен бірге жол жүргім келеді. Осы қорды бірге құрайық, бірге өсірейік. Келсемсің? Оның сөздері маған күтпеген жерден келді. Мен дайындалмаған едім, бірақ жүрегім дайын екен. Ішімде бір жылу, бір тыныштық орнады. Тура Торғын апайдың үйінде отырғандағыдай, бала күнімдегі қамсыз сәттердегідей. Мен басымды изедім, сөз таба алмадым. Руслан мені құшақтады. Осы бір сәтте өмірімнің жаңа беті ашылды. Содан кейінгі күндер біздің өміріміздің ең қарбалас кезеңіне айналды. Заңгерлермен кездестік. Қорды тіркеу үшін құжаттар дайындадық. Әрбір теңгенің мақсатты жұмсалу үшін ережелер жаздық. Мен бұл іске өзімнің бүкіл жан дүниеммен берілдім. Бірақ ең бастысы, мен қордың атын адал жол деп атадым. Себебі бұл менің әкемнің жүрген жолы, менің ұстанған жолым, және біздің болашақ ұрпаққа сыйлайтын жолымыз еді. Күздің соңғы айларында біз үлкен жұмыс бастадық. Алдымен біз ескі кварталдағы мектептерді араладық. Сол мектептердегі кітапханаларды көргенде жүрегім ауырды. Сөрелер бос, бар кітаптардың мұқабалары жыртылған, беттері сарғайған. Ал балалардың көздерінде білімге деген шөл бар еді. Олардың кейбіреулері мені көргенде танып, жаныма жүгіріп келді. Айша апа, сізді көрдік теледидардан. Олардың қуанышты дауыстары, кір-кір киімдері, бірақ жарқын көздері мені тебірентіп жіберді. Мен әрқайсысымен сөйлестім, олардың армандарын тыңдадым. Біреуі дәрігер болғысы келеді, біреуі мұғалім, біреуі инженер. Бірақ бәрінің көзінде бір үнсіз сұрақ тұрды. Біздің армандарымызға жетуге мүмкіндік бар ма? Мен сол сұраққа жауапты өз ісіммен беруім керек еді. Қор арқылы алғашқы қаражатты жинап, біз ескі кварталдағы бос тұрған 2 қабатты ғимаратты сатып алдық. Бұл ғимарат бұрын кеңсе болған, бірақ соңғы жылдары иесіз қалған. Менің ойымша, ол балаларға арналған кітапхана болуға әбден лайықты еді. Жөндеу жұмыстары басталды. Мен күн сайын құрылысқа барып, жұмысшылармен бірге жұмыс істедім. Кейде өз қолыммен қабырғаларды сырлап, сөрелерді жинадым. Бұл маған рахат сыйлады. Себебі әрбір істеген ісімнен Торғын апайдың қолының табын, Сәлима апайдың кір сабынының иісін сездім. Олар маған еңбектің қадірін үйреткен еді. Енді мен сол еңбектің жемісін көріп отырдым. Руслан бұл істе менің ең жақын көмекшім әрі сыншым болды. Ол кейде мені тоқтатып, Айша, сен тым көп жұмыс істеп жатырсың, демалу керек дейтін. Бірақ мен тоқтай алмадым. Себебі әрбір күннің кешігуі бір баланың арманның кешігуі еді. Мен мұны терең сезіндім. 2 айдың ішінде ғимарат дайын болды. Қабырғалары аппақ, терезелері үлкен, әр бөлмесі жарық. Ең үлкен залда биік сөрелер тұрды. Олар жаңа кітаптарға толы. Біз мыңдаған кітаптар сатып алдық. Оқулықтар, энциклопедиялар, көркем әдебиет, ғылыми журналдар. Әр кітапты мен өз қолыммен таңдадым. Әрқайсысын ашқанда, бала кезіндегі сол бір кітап таппай қиналған сәттерді есіме алдым. Ашылу салтанаты күні ауа райы тамаша болды. Аспан ашық, күздің соңғы жылы күндерінің бірі. Таңертең ерте тұрдым. Айна алдында тұрып, өзіме қарадым. Үстімде қарапайым көйлек, шашымды бұрынғыша өріп қойдым. Бетіме бояу жақпадым. Себебі мен сол көшеге, сол адамдарға өздері таныған Айша болып барғым келді. Көлікпен келе жатып, жол бойы үнсіз отырдым. Қобалжу, толқу, қуаныш, бәрі араласты. Руслан жанымда, менің қолым ұстап отырды. Ол да үндемеді, бірақ оның үнсіздігі маған күш берді. Кітапхананың алдында жиналған халықты көргенде тынысым тарылды. Бүкіл көше, бүкіл квартал, тіпті көрші аудандардан да адамдар келген екен. Олардың арасында менің көршілерім, бала кезімнің достары, Торғын апай, Сәлима апа, мектеп мұғалімдері бәрі бар. Мен көліктен түскенімде бәрі үнсіз қалды. Мыңдаған көздер маған қарады. Аяғым әзер басып, кітапхананың кіреберісіне қарай жүрдім. Алдымда қызыл лента керілген, жаңа кітапхананың маңдайшасында «Адал жол кітапханасы» деген жазу. Мен лентаны кесуге дайындалғанымда Торғын апай алдыма шықты. Оның көздерінде жас, бірақ жүзінде мақтаныш. Ол маған жақындап, «Айша құлыным,
Мен саған сендім, деді, даусы қалтырап. Сен біздің үмітімізді ақтадың. Енді бұл кітапхана сенің жүрегіңдей таза, сенің ниетіңдей адал болсын. Кеш, шырағым. Мен қайшыны алдым. Қолым дірілдеп тұрды, бірақ мен қорықпадым. Бұл менің өмірімдегі ең батыл қадамым, ең дұрыс қадамым еді. Қайшы лентаны қиып өткен сәтте, жан-жақтан шапалақ дауылы көтерілді. Балалар қуаныштан айқайлап, ересектер жылаттырды. Мені Руслан құшақтап құттықтады. Сосын мен кітапханаға кірдім. Халық соңымнан ілесті. Іші жарық, кең әрі жылы еді. Сөрелердегі кітаптар тіп-тік қатарланып тұр. Балалар бірден сөрелерге жүгірді. Кітаптарды қолдарына алып, асыға парақтады. Олардың көздеріндегі ашкөздік, қызығу, қуаныш мен үшін ең үлкен сый еді. Бір бұрышта кішкентай оқу залын жасадық. Ол жерде үстелдер мен орындықтар қойылған. Қабырғаларда Абайдың, Мұхтар Әуезовтің, Ыбырай Алтынсариннің портреттері ілінген. Мен арнайы бір бұрышты Торғын апайға арнадым. Онда қолөнер, тігіншілік, халық ертегілері туралы кітаптар қойылған. Торғын апай сол бұрышты көргенде қатты тебіреніп, бетін орамалмен сүртті. Менің атымды неге жаздым, құлыным, деді ол. Апа, сіз маған тек тамақ берген жоқсыз. Сіз маған өмірдің мәнін үйреттіңіз. Сіз сияқты аналардың арқасында біз аман қалдық. Енді осы кітапханада әрбір қыз сіздің мейіріміңіздей білім алады. Сол күні кешке дейін халықта қарамады. Адамдар келіп менімен сөйлесті, алғыстарын айтты. Бірақ мен үшін ең маңыздысы, бір кедей киінген кішкентай қыздың маған жақындап келіп, Айша апа, мен де сіз сияқты болғым келеді. Мен де көп кітап оқып, үлкен адам боламын деген еді. Мен оның көзіне қарап тұрып, сен міндетті түрде боласың. Тек ешқашан адалдығынан айырылма дедім. Сол сәтте өз өмірімнің мәнін толық түсіндім. Кешке қарай халық тарай бастағанда, мен Руслан екеуміз кітапхананың шатырына шықтық. Қала төменде шамдар жыпылықтап, күзгі ымырт басып келе жатты. Мен төмендегі ескі көшелерге қарадым. Сол көшелерде менің балалығым, көз жасым, күлкім, үмітім қалды. Қазір сол көшелерде енді білімнің шырағы жанды. Руслан менің иығымнан құшақтап, білесің бе, Айша, сен нағыз аңыз тұлғасың. Қарапайым қыз байлыққа ие болып, оны жеке пайдасына жаратпай, халқына қайтарды. Бұл үлкен ерлік. Бұл ерлік емес, Руслан. Бұл парыз, дедім мен ақырын. Әркім өз орнында өз парызын өтеуі керек. Менің парызым осы болды. Мұра маған байлық әкелмеді. Ол маған мүмкіндік әкелді. Өзгеріс жасауға, балалардың арманына жол ашуға мүмкіндік. Мен енді тағдырдың жазғанына сүйеніп өмір сүрмеймін. Мен өз таңдауымды жасадым, және сол таңдауыммен өмір сүремін. Руслан маған бұрылып көзіме тіке қарады. Оның көздерінде терең махаббат пен құрмет бар еді. Айша, мен сенімен мақтанамын. Сенің өмірлік серігің болу мен үшін үлкен бақыт. Біз бірге талай игі істер жасаймыз. Бұл бірінші кітапхана ғана. Келесі жылы біз екіншісін, одан кейін үшіншісін ашамыз. Біз бұл елдің әрбір кварталын біліммен нұрландырамыз. Мен оған күлдім. Ішімдегі сенімділік пен тыныштық маған қанат бітірді. Мен енді кедей кварталдағы қорқақ қыз емес едім. Мен енді тек бай мұрагер де емес едім. Мен Айша едім. Өз тағдырын өз қолына алған, адалдығы мен шынайылығы аңызға айналған қыз. Менің талантым мейрамханада ән салумен ашылған шығар. Бірақ менің шынайы талантым басқалардың өмірін жақсарту еді. Ешқандай сахна, ешқандай алтын табақ бұл сезімге тең келмейтін. Күн толық батып, жұлдыздар көрінді. Біз шатырдан түсіп кітапхананы құлыптадық. Көшеге шыққанымда бұрынғы көршілер әлі кетпеген екен. Сәлима апай мен Торғын апай бірге тұрды. Олардың көлеңкелері ұзын, әлсіз жарықта жылы көрінді. Мен оларға қарай жүрдім. Торғын апай менің бетінен сипады. Қолының табы әлі де сол балалығымдағыдай. Енді сен біздікісің, бірақ біз сенікі емеспіз, деді ол, мұңды күліп. Сен үлкен өмірге аяқ бастың. Біз сені осында әркез күтеміз, бірақ балам, ұмытпа. Байлық сені өзгертпесін, сол баяғы адал Айша болып қал. Өзгермеймін, апа, дедім мен нық сеніммен. Менің жүрегім осы көшелерде, осы адамдардың арасында қалды. Мен тек өз мүмкіндігіммен жәрдемдесіп жүрем. Қоштасып көлікке міндік. Руслан мені үйге дейін шығарып салудың орнына біз тағы бір жерге бардық. Қаланың ең биік төбесіне, менің бала күнімде сирек келетін жеріме. Ол жерден бүкіл Алматы алақандағыдай көрінеді. Түнгі шамдар алыстан жыпылықтап, қала дем алып жатты. Руслан көлікті тоқтатып маған бұрылды. Айша,
Бүгін сенің өміріңнің жаңа кезеңі басталды. Бірақ менің саған бір сұрағым бар. Ресми түрде емес, шын жүректен. Сен менің өмірлі жолдасым болуға келсесің бе? Кек серіктес емес, отбасым, өмірімнің мағынасы. Оның даусында мұң да, үміт те, махаббат та бар еді. Мен бұл сұрақты бұрыннан күткендей, жауабымды бірден бердім. Иә, Руслан, 1000 рет иә. Ол менің алақаныма бір сақина ұстатты. Қарапайым, бірақ әдемі жүзік. Гаухар емес, кәдімгі күміс. Бірақ маған ол дүниедегі ең қымбат бұйым болып сезілді. Себебі ол махаббаттың, сенімнің және ортақ жолдың белгісі еді. Сол түні мен көпке дейін ұйықтай алмадым. Терезе алдында тұрып, түнгі қалаға қарадым. Өткен айлардың бәрі көз алдынан өтті. Әмиянды қайтарған күн, мейрамханадағы таңданыс, менімен туыс болғысы келгендердің өтірік күлкілері, сынақтар, көз жас. Торғын апайдың жылы лебізі, бүгінгі кітапхананың ашылуы. Мен бір өмірде бірнеше өмір сүріп үлгердім, бірақ еш нәрсеге өкінбедім. Керісінше, әрбір қиындыққа риза болдым. Себебі олар мені шынықтырды. Олар мені бүгінгі Айша етті. Енді менің алдымда үлкен жол жатыр. Бұл жолда маған тек байлық пен атақ емес, адамдардың сенімі, балалардың үміті және Русланның махаббаты серік болады. Мен енді ешқашан жалғыз емеспін. Мен тамырымды ұмытпадым, бірақ бұтақтарымды кеңге жайдым. Әрі қарай не боларын уақыт көрсетеді. Бірақ мен бір нәрсені анық білемін. Мен өз таңдауымды жасадым. Енді сол таңдауымның жемісін көремін. Адалдық, шынайылық және білім, міне, менің байлығым. Ал бұл байлық ешқашан таусылмайды, ешқашан құнсызданбайды. Таң ата бастады. Аспан қызғылт сары реңге боялып, жаңа күннің шуағы шатырларда алтындай жалтыратты. Мен терең тыныс алып көзімді жұмдым. Соңғы ойым Торғын апайдың сөздері болды. Сен біздің үмітімізсің, құлыным. Иә, мен үміт едім. Енді мен шындыққа айналдым.